1944 жылдың күз мезгілі. Жаудан азат етілген батыстағы қала. Басқыншылардың шегінгеніне 3 апта өтсе де, олардың қалдырған ізі сайрап жатты. Шағылған терезелер, жұлынған маңдайшалар. Дәліздерден әлі күнге дейін кетпеген күйік иісі сұмдықтың куәсіндей. Жаудың бұрынғы басқару ордасына енді қызыл әскердің штабы жайғасқан. Дәл іргесінде әскери қарсы барлау, смерш бөлімі орналасқан. Бұл жерде тұтқындардан жауап алынады. Күнделікті қарбалас, үйреншікті тергеу ісі. Бөлмеге жау әскерінің унтер офицерін алып кірді. Жасы 29-да өткел түбіндегі қандұрыстан соң қолға түскен. Құжаттары түгел, көз тартарлық ешқандай күдік жоқ. Тергеуші күнделікті сұрақтарын қоя бастады. Әскери шені, қызмет еткен бөлімі, тұтқынға түскен күні. Тұтқын үстелге қадала қарап, қысқа ғана жауап беріп отыр. Барлығы қалыпты арнамен өтіп жатты. Кенет дәлізден біреудің дауысы естілді. Әскери майор қызмет барысындағы бірнеше сөзді айтып өтті. Дауысы қатты емес. Қатардағы жұмыс барысымен айтылған сөздер еді. Тұтқын басын көтермеді. Есік жаққа бұрылмады. Тіс жарып, үнде қатпады. Бірақ орындық жиегін ұстаған саусақтары баяу қысыла түсті. Дем алысы жиілеп, кеудесі соғып кетті. Бар болғаны бір сәтке, өте білдіртпей өтті. Бет әлпеті жасырып үлгерген үрейді, оның денесі сатып қойған еді. Тергеушінің қырағы көзі мұны қалт жібермеді. Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Аян, және бұл шынайы уақыт арнасындағы жаңа авторлық әңгіме. Алайда ол сыр бермеді. Ештеңе болмағандай, сабырмен сұрақтарын жалғастыра берді. Кек қағаз бетіне бір ғана қысқа белгі түсіп үлгерді. Кейінірек мәлім болғандай, бұл унтер офицер бұрын соңды біздің әскердің қолына түспеген екен. Біріккен тергеу істеріне де қатыспаған. Оның жүріп өткен қанды жолы бұл штаб орналасқан аймақпен ешқашан қиылыспаған болып шыққан. Ол дәліздегі майорды мүлдем танымауы тиіс еді. Бұрын соңды оның даусын естуі де мүмкін еместі. Соған қарамастан ол бұл үнді жазбай таныды. Майордың не айтқанын ұқпаса да, кім сөйлегенін дәл білді. Ешқашан жүзін көрмеген қарсылас офицердің дауысын жау-жауынгері қайдан білуі мүмкін? Бұл жұмбақтың жауабы бүтіндей бір штатты дүр сілкіндірер еді. Бұл қала қыркүйек айының соңында азат етілген болатын. Қазан айына қарай жаудың барлық маңдайшалары алынып тасталды. Комендатура алдында анықтама алуға келген халықтың ұзын сонар кезегі пайда болды. Ал орталық көшедегі бұрынғы басқару ғимаратына әскердің бас штабы орналасты. Ешқандай артық сән салтанатсыз, жылдам шешілген шаруа. Бөлмелерді қажеттілікке қарай бөлісіп алды. Жедел әрекет ету бөлімі екінші қабатқа жайғасты. Байланыс торабы ғимараттың бұрышынан орын кепті. Қарсы барлаушылар көршілес, бірнеше есіктен кейін орналасты. Ұзын дәліздері мен қалың қабырғалары бар кең ғимарат еді. Бас штаб үшін таптырмас орын. Қызыл әскер аяқ басқан жердің бәрінде осындай тәртіп орнайтын. Азат етілген қаланың күйі осы. Не тұл емес, не майдан даласы емес. Екі ортадағы өтпелі кезең. Мұндағының бәрі уақытша ғана. Барлығы қол созым жерде. Бәрі шапшаң орындалады. Адамдар бөлмелерді иемденіп, үстелдерін қойып, қабырғаға карталарын іліп жатты. Бұл үстелде кеше кімнің отырғанын сұрауға ешкімнің құлқы да, уақыты да жоқ. Алда әлі қанды қырғын жалғасып жатқан еді. Тұтқындарды тергеу ісі де осында. Жедел бөлімнен бірнеше есік әріде жүріп жатты. Байланыс бөлмесінен де офицерлер әскердің жүрісін дауыстап талқылайтын кабинеттерден де алыс емес. Барлығы өте ыңғайлы орналасқан. Бәрі көз алдында. Бәрі
бір шаңырақтың астында. Сырттай қарағанда солай көрінетін. Капитан Пәрімбек Қалымжанов әскери қарсы барлауда алғаш ерекше бөлімдерде, кейін СМЕРШ құрылғаннан бері 1942 жылдан қызмет ететін. Жасы 38-де. Сырт келбетінде көз тартарлық ерекшелік жоқ азамат еді. Орта бойлы, салиқалы жүзді, бір қалыпты сөйлейтін жан. Даусын көтеріп сөйлеуді артық санайтындардың қатарынан. Ол қаншама қалалардан өтіп, жүздеген тергеу ісін жүргізді. Әрқайсысының өз қиындығы бар тұғын. Оның басты қаруы жіті назар. Адамның үстелге қолын қалай қойғанына дейін қалт жібермейтін. Қарапайым сұрақтың өзіне қалай жауап бергенін бағалайтын. Қалай үнсіз қалады? Сол үнсіздіктің астарында не жатыр? Бәрін ұғатын. Таныс дүниені естігенде демалысының қалай өзгеретінін де байқайтын. Өзін ешкім көрмей тұр деп ойлап, есікке қалай қарайтынын да жіті бақылайтын. Пәрімбек ешқашан асығыс шешім қабылдамайтын. Дегенмен жалпы көрініске сай келмейтін ұсақ түйектерге де бейжай қараған емес. 3 жылдық ауыр қызметте ол бір ғана нәрсені түсінді. Кездей соқтық деген болады. Бірақ 2 рет қайталанған кездей соқтық, енді кездей соқ емес. Ал тексеріс кезінде тағы қайталанса, оның артында үлкен сыр жатады. Сол күні оған жауынгерін тұтқынға алып келді. Унтер-офицер Карл Вайс есімді сарбаз. Жасы 29-да. Таң сәріде өткел маңындағы қысқа қақтырыстан соң қолға түскен. Құжаттарында мін жоқ. Оғатар полки. Соңғы орналасқан жермен жеке нөмірі нақты жазылған. Күдік тудыратын ешқандай артық белгісі жоқ. Оны ішке кіргізіп, кемір орындыққа отырғызды. Жүзін шаршау басқан. Үстіндегі киімі сұрықсыз. Жанашыры жоқ. Жанары жерге қадалған. Сырттай қарағанда бұл бөлімнен күніне ондап өтіп жатқан қатардағы жауынгердің бірі ғана. Оны жалпы қатардан ерекшелеп тұрған ештеңе байқалмады. Пәрімбек өзінің үйреншікті сұрақтарын бастады. Шені мен бөлімі. Командирі кім? Қайда тұрды? Қайда бет алды? Майдан шебінде не көрді? Вайс өте қысқа ғана жауап қатты. Әдейі үнсіз қалып, қырсықтық танытпады. Өзін мықты етіп көрсетуге де тырысқан жоқ. Тек қанша сөз керек деп санаса, сонша ғана жауап беріп, үстелге үміліп отырды. Дөрекілік танытпады. Ештеңе сұрап жалынбады. Тек бұл азаптың қашан бітетінін күтумен болды. Дәл сол кезде Пәрімбек істің ішінде бір шикілік бар екенін сезе бастады. Көпшілік тұтқындар бұл уақытта не қатты қорқып, не әбден титықтап бітетін. Күндерден шатасып, сұрақты қайта-қайта сұрап, немесе су ішкісі келетінін айтатын. Олар өздерін соғысы енді ғана аяқталған, әрі қарай не боларын әлі түсіне қоймаған бейбақтар шастайтын. Ал Вайс мүлдем басқаша еді. Оның бойында тым артық жинақылық бар тұғын. Осыдан 1 сағат бұрын ғана оқтың астында қолға түскен адам үшін ол өте сабырлы болатын. Бұған түсініктеме табылар еді. Мүмкін тәжірибелі жауынгер, мүмкін мінезі суық адам шығар. Немесе қорқыныштың өзін жеңіп кеткен шексіз шаршау болар. Пәрімбек асығыс қорытынды жасамады. Тек ойына түртіп алып, сұрақтарын жалғастыра берді. Тергеудің басталғанына 20 минуттай уақыт болғанда, есік сыртынан бір дауыс шықты. Пәрімбек бұл үнді бірден таныды. Бұл жедел бөлімдегі майор Сұңқаров еді. Ол дәлізде әлдекімге бұйрық бере, қысқа қайырып сөйлеп жатты. Қызмет бабындағы қысқа ғана әңгіме естілді. Бірнеше сөз айтылып, дәліз бойымен аяқ басқан дыбыстар ұзап бара жатты. Вайс басын көтерген жоқ. Бірақ орындық жиегін уыстаған саусақтары баяу, әрі білдірпей қысыла түсті. Дем алысы жиілеп кетті. Бар болғаны бір-ақ рет, қас-қағым сәтке ғана сыр берді. Пәрімбек кезекті сұрағын баяғы бір қалыпты даусымен қоя берді. Ол тұтқынға соңғы 20 минутта қалай қараса, дәл сондай сабырмен көз тікті.
ал іштей нүкте қойғандай, нақты байлам жасады. Күдік расталды. Дәліздегі дауыс сап тыйылды. Вайс қайтадан үстелге үңіліп қалды. Саусақтарының қарсуы жазылды. Келесі сұраққа да алдыңғыларындай өте қысқа жауап қатты. Бейне бір жана ғана ештеңе болмағандай. Пәрімбек қазбалап сұрамады. Сезгенін сыртқа шығармады. Тағы да бірнеше қалыпты сұрақ қойды. Тұтқынның бойындағы үрейі басылуына мұрсат берді. Тергеу ісі әдеттегідей аяқталды. Вайсты алып кетті де, есік тарс жабылды. Пәрімбек бөлмеде жалғыз қалды. Асықпады. Қойын дәптерін шығарып, үстел үстіне қойды. Біраз уақыт үнсіз отырды. Арада 1 минуттай уақыт өтті. Сосын қағаз бетіне түсірді. Дауысқа елең етті. Тексеру керек. 3 қана сөз. Тұспал да, қорытынды да емес. Тек қана бақылау. Әлгі сәтті ойында қайта жаңғыртты. Сұңқаров дәлізде қатты сөйлеген жоқ. Ешқандай оғаштық байқалмады. Вайс есік жаққа бұрылып қарамады. Денесі де тітіркенбеді. Бет әлпеті сол қалпында қалды. Бірақ саусақтары қысылды. Демалысы өзгеріп кетті. Жүзі жасырып қалған құпияны денесі сатып қойды. Мұны түрліше түсіндіруге болар еді. Тосын дыбыстан шошып кетуі мүмкін. Бұйрықты үндерден сескенген болар. Тұтқындап отырып тіл түсінбеген соң, қатаң дауыстың өзі үрей туғызары хақ. Жай ғана бұлшықеттердің тартылуы да шығар. Қатты орындықта ұзақ отырды. Әбден қалжырады. Денесі еріксіз қимылдайды. Ондай да болады. Бірақ Пәрімбектің өз ұстанатын қағидасы бар еді. Жалпы көрініске сай келмейтін нәрсені бірден жоққа шығаруға болмайды. Оны міндетті түрде тексереді. Ол дәлізге шықты. Терезе алдына барып тоқтады. Әйнек артында күзгі қала көрінісі. Сұрғылт шатырлар. Әскери басқарма алдындағы ұзын кезек. Қақпа алдындағы жүк көлігі. Адамдар өз үйлеріне қайта оралып жатты. Қағаз алу үшін кезекте тұр. Жоғалған туыстарын іздейді. Қала өз тіршілігін жалғастыруда. Өте сақтықпен. Жау табанынан босаған елдің тірлігі осылай. Бұл бейбіт күннің ұзаққа барарына әлде сене алмайды. Күн ұясына таяп қалған. Көлеңкелер ұзара түскен. Көше бойын үнсіздікпен шаршау басқан. Пәрімбек сыртқа қарап тұрған жоқ. Керен ойға шомған еді. Майор Сұңқаров. Жедел әрекет ету бөлімі. Онсыз бас орданың жұмысы алға баспайтын маңызды адамдардың бірі. Әскердің қозғалысы, бекіністер мен соққы бағыттары осы кісі арқылы шешіледі. Оның телефондағы дауысы бұлжымас бұйрық. Қағазсыз, мөрсіз, тікелей әрі шұғыл берілетін жарлық. Байланысшы Сұңқаровтың үнін ести салып, бірден іске кіріседі. Қан, майдандағы орда осылай жұмыс істейді. Сондықтан оның даусын бұйрық орындаушылар ғана таниды. Неліктен Вайс дәл осы үнге селт етті. Оның бірнеше болжамы бар еді. Бірінші, тұтқын біздің тілді түсінеді. Және Сұңқаровтың сөзінен нақты бір нәрсе ұқты. Екінші, оны бұрын көрген болуы бек мүмкін. Майдан шебінде немесе тергеу кезінде кездейсоқ кездесіп қалуы ғажап емес. Үшінші, бұйрықты үнге елендеді. Қатаң дауыс, бөтен тіл, тұтқындағы қорқыныш. Төртінші, Пәрімбек тым көп мән беріп отырған кездейсоқтық шығар. Әрқайсысын тексеру қажет. Рет-ретімен асықпай көз жеткізу керек. Бөлмесіне қайта оралып, Вайстың құжаттарын алды. Жеке нөмірі, қызмет еткен бөлімі, жүріп өткен бағыты. Мәліметтер толық емес еді. Әскери барлау мұрағатына сұраныс жаңа ғана жіберілді. Жауабын бірнеше күн күту керек. Бірақ қолда бар дүниенің өзде жеткілікті. Вайстың бөлімі мүлдем басқа аймақта соғысқан. Көршілес емес, мүлдем алыста. Қолдағы мәлімет бойынша, бұл қаладан да, мына бас ордадан да өте қашық жерде.
Бұл нұсқаны толығымен жоққа шығаруға тағы болмайды. Құжаттар толық болмауы мүмкін. Жолдары басқаша қиылысқан шығар. Толық тексеріс қажет еді. Бірақ Сұңқаровты бұрын көрді деген болжам басындағыдай нанымды көрінбеді. Бұл сұрақтың ауқымын тарылта түсті. Пәрімбек қойын дәптерін қайта ашты. Бірінші жазудың астына түртіп қойды. Вайс. Сұңқаровтың даусын қайдан біледі? Неге шошыды емес? Қалай селт етті емес? Қайдан біледі? Бұл тосын дыбысқа немесе бөтен тілге деген үрей емес еді. Бұл таныс үнді байқау болатын. Үнсіз, көзлеспес. Сондықтан да өте шынайы сезім. Вайс. Біреу есікті қатты жаққаннан немесе даусын көтергеннен саусақтарын қысқан жоқ. Ол дәлізде нақты бір адам сөйлеген кезде ғана саусақтарын уыстады. Қатты емес, жұмыс барысымен, ешбір ерекшеліксіз сөйлеген дауыс еді. Айырмашылық шамалы болғанымен, бұл барлығын өзгертіп жіберді. Келесі күні таңертең Пәрімбек құпия тексеріс ұйымдастырмақ болды. Ешқандай айқай-шусыз, ешбір түсіндірмесіз өтетін шаруа. Бірнеше офицер тергеу бөлмесінің жанынан өтіп бара жатып, қатардағы сөздерді айтады. Күнделікті жұмыс барысындағы әңгімелер ғана. Вайстың кімге елең ететінін көреміз. Мүлдем елеңдей ме? Жоқ па? Әлде кешегісі тек кездейсоқтық болды ма? Шаршау, жүйкенің сыр беруі, басқа ештеңеде емес. Әзірге тек осы ғана. Пәрімбек дәптерін жауып, жаңа ғана Вайс отырып кеткен есікке қарады. Тұтқын өзін өте сабырлы ұстады. Бір қалыпты жауап берді. Сөзімен де, жанарымен де сыр алдырмады. Оны тек қолдарымен бір сәттік демалысы сатып кетті. Мүмкін, бұл түкте емес шығар. Ал бәлкім, бұл өте үлкен істің бастамасы болар. Пәрімбек оны әлі білмейтін, бірақ дәл осы себепті тексеріп көрмекші еді. Тексеріс келесі күні таң сәріде ұйымдастырылды. Пәрімбек 6 офицерге алдын ала ескертті. Үшінші есіктің жанынан өтіп бара жатып, бірдеңе деп дауыстап айтыңыздар деп бұйырды. Қатардағы күнделікті сөйлемді, жұмыс барысындағы бір-екі ауыз сөзді. Пәрімбек түсіндіруді де қысқа қайырды. Тұтқындар біздің тілге қалай қарайды, соны байқау керек деп түсіндірді. Тіл, түсіне ме, жоқ па? Артық ешқандай сөз болмады. Оның нақты нені бақылап отырғанын ешкім де білмеді. Барлығына бұл күнделікті қарапайым шаруа болып көрінді. Вайсты баяғы тергеу бөлмесіне, сол кемір орындыққа әкеліп отырыңызды. Сұрғылт қазан айының нұры түскен сол баяғы терезе. Кешегі тергеу ісінің жалғасы іспеттеді. Пәрімбек қарсы алдына жайғасты. Қойын дәптерін ашып, ішіне бірдеңе түртіп жатқан сынай танытты. Қарындашын алдына қойды. Назары оның жүзінде емес, қолдарында болды. Шаруашылық бөлімінің лейтенанты есік жанынан өтіп бара жатып, жүк құжаттар туралы бір-екі ауыз сөз тастады. Вайс ешқандай сыр бермеді. Қолдары тізесінде тыныш жатты. Жедел бөлімнің капитаны дағдылы әскери мәнермен бұйрықты қысқа әрі шорт кесіп айтты. Еш өзгеріс жоқ. Вайс кірпікте қақпады. Пәрімбек жазып отыра берді. Күтті. Содан кейін дәліз бойымен майор Сұңқаров жүріп өтті. Ол аялдаған жоқ. Тек өтіп бара жатып, өз-өзіне бірдеңе күбірледі. Бірнеше сөз. Бас орданың күнделікті шаруасы. Ешбір құпиясы жоқ. 4-ақ секунд уақыт өтті. Одан артық емес. Вайстың саусақтары уыстала түсті. Пәрімбектің жүзінде ешқандай өзгеріс болмады. Дәптерінен көз алмай бір нүкте қойды. Сұңқаровтың ұзап кеткенін күтті. Вайс қайтадан міз бақпай қалыпқа түсті. Саусақтары жазылып, үстелге үңіліп отырды. Келесі офицер өтті. Ештеңе болмады. Сосын тағы біреуі өтті. Тағы да тыныштық.
Ең соңында дәлізбен байланыс бөлімінің бастығы капитан Есімов жүріп өтті. Есімов басқаларға қарағанда даусын көтере сөйлейтін. Бұл байланыс сымындағы кедергілерді айқайлап басуға дағдыланған адамның әдеті еді. Желіні растау мен мәліметтер туралы бірнеше ауыз сөз. Оның даусы зор, сәл қарлығын шығатын. Мұндай үн эфирдегі шуды, нашар тартылған телефон сымының сылдырын бұзып өтетін. Ол есік жанынан тоқтамастан өтіп кетті. Аяқ басқан дыбыстары дәліз бойымен ұзап бара жатты. Вайс басын көтерген жоқ, бірақ оң қолы тізесінен баяу сырғып түсті. Саусақтары жұдырыққаша тиілді. Сұңқаров өткендегіден де қаттырақ, анығырақ, 1-2 секундқа ғана, сосын қайта жазылды. Пәрімбек оның қолына қарап отырды. Бірінші нүктенің жанына екіншісін қойды. Жүзі сол қалпында қалды. Бәрі жоспар бойынша өтіп жатқандай, жазуын жалғастыра берді. Тұтқынды алып бара жатқанда бір-ақ рет басын көтерді. Сосын қайтадан дәптеріне өмілді. Есік тарс жабылды. Пәрімбек жалғыз қалды. Үнсіз отырды. Дәптерде 2 нүкте. Біріншісі Сұңқаров, екіншісі Есімов. Дауыстары 2 бөлек 2 адам. Екеуі де бір есіктің жанынан өтті. Екеуі де бір тұтқынның бойында бірдей сезім оятты. Үнсіз, көзге ілінбес, бірақ табиғаты бірдей әрекет. Бұл үрейде, шаршауда емес еді. Бұл таныс үнді байқау болатын. Енді оның алдында жай ғана бақылау емес, нақты нәтиже тұрды. Пәрімбек болжамдарына қайта оралды. Кеше олардың саны 4 болатын. Бүгін біреуі өздігінен жойылып, одан да маңызды нәрсе пайда болды. Бұйрықты үнге селт етті деген болжам жарамай қалды. Ол кексеріске әдейі, даусы зор, шорт кесіп сөйлейтін 2 офицерді қосқан еді. Дәл сондай дауыстар бұйрыққа ұқсас келетін. Вайс оларға міз бақпады. Есесіне Сұңқаров пен Есімов екеуі де оны елең еткізді. Бұл бір ғана нәрсені білдіреді. Мәселе дауыстың ырғағында емес еді. Мәселе нақты адамдарда болатын. Пәрімбек мұны дәптеріне түртіп алып, қайта оқып шықты. Бір адам емес, екеу. Бұл барлығын өзгертті. Бір ғана Сұңқаров болса, кездей соқтыққа балауға болар еді. Сұм соғыс адамдарды, дауыстарды, тағдырларды тоғыстырады. Мүмкін эфирден бір рет естіген шығар. Мүмкін дауысы бір ғана сәтте есте сақталып қалған болар. Бір дауыс әлі жиі емес. Жай ғана қабылдайтында қоятын сәйкестік. Бірақ 2 дауыс кездей соқтық емес. Бұл мақсатты түрде таңдалған, жаттаған, мына бас ордада кімнің қызмет ететінін нақты білудің белгісі. 2 адам, 2 дауыс және Вайстың екеуіне де деген әрекеті нақты, бақылауда ұсталған, әрі өте білдіртпей өтті. Ол екеуін де танитын және екеуіне де деген сезімін бірдей жақсы жасыра білді. Демек, ол біреуін емес, екеуін де жасыру керек екенін түсінді. Дәл осы екеуін. Мұның артында жай ғана ес емес, арнайы дайындық тұр еді. Пәрімбек дәлізге шығып, терезе алдына тоқтады. Ол Сұңқаров пен Есімовтың адам ретінде емес, осы ғимараттағы қызметі жайлы ойланды. Майор Сұңқаров, жедел әрекет ету бөлімі, әскердің қозғалысы, бекіністері мен соққы бағыттары жайлы бұйрықтар осы кісі арқылы өтеді. Сұңқаров батальонның нөмірін атап, алға шығыңдар дегенде, батальон ілгері жылжыды. Бұл қағаз жүзіндегі жарлық емес, мөрді қажет етпейтін, іс қимылды білдіретін тікелей бұйрық. Капитан Есімов, байланыс бастығы. Оның телефондағы даусы желінің тексерілгенін әрі расталғанын білдіреді. Есімов қабылданды дегенде, бұйрық жетті деген сөз. Ол бұйрық пен орындаудың арасындағы ең соңғы буын. Байланысшылар, хаттасушылар, тораптағы кезекшілер, барлығы Есімовті таниды. Өйткені тізбекті жабатын дәл сол адам. Сұңқаров пен Есімов бірге отырып басқару жүйесін құрайтын.
Бірі бұйырады, екіншісі растайды. Бірі нысананы атайды, екіншісі қабылданды дейді. Бұл екі даусыз бас орданың жұмысы тоқтап қалар еді. Қағаз жүзінде емес, тікелей телефон сымдар арқылы, байланысшылар арқылы, майданның қатаң тәртібімен. Пәрімбек сыртқа көз салды. Күзгі қала бейбіт тіршілігін жалғастыруда. Комендатура алдындағы кезек, қақпа маңындағы жүк көлігі, алыстағы шатырдан шыққан түтін. Ол ойын әр қарай сабақтады. Егер жау осы дауыстарды білсе, жүздерін, шендерін, құжаттағы есімдерін емес, дәл дауыстарын жатқа білсе, ол басқару тізбегіне еш кедергісіз кіре алады. Бұзып кірудің қажеті жоқ. Қолтаңбаны қолдан жасаудың да керегі жоқ. Жай ғана қоңырау шалып, таныс дауыспен шындыққа жанасатын нәрселерді айта салса жеткілікті. Телефонның арғы жағындағы байланысшы тексеріп жатпайды. Ол Сұңқаровтың дауысын естиді. Ол Есімовтың дауысын таниды. Ол бұл адамдардың дауысын естуге әбден дағдыланған. Сөйтеді де бұйрықты орындайды. Артиллерия позициясын өзгертеді. Керуен басқа бағытқа бұрылады. Рота өткелде дәл қажет уақытқа кідіреді. Хат тасушы тиісті жерге күзетсіз аттанады. Осы қателіктердің әрқайсысы жеке-жеке орны толмас олқылық. Ал барлығы қосылса, нағыз апат. Әрі мұны ешкім бірден түсінбейді де. Өйткені бұйрық нақты әрі таныс дауыспен беріліп тұр. Ұсақ түйек. Ал соғыста мұндай ұсақ түйектің кесірінен талай рота қырылып кетеді. Пәрімбек дәліздегі есіктерге тағы бір мәрте көз тастады. Сұңқаровтың есігі, Есімовтың есігі. Вайс отырған кергеу бөлмесінен небәрі бірнеше қадам жерде. Осыдан 3 күн бұрын бұлар жай ғана қатардағы есіктер еді. Ал қазір олар үлкен сұрақтың бір бөлшегіне айналды. Ол бөлмесіне оралып, үстел басына жайғасты да дәптерін ашты. Енді сөздерге қатысты нұсқаны тексеру ғана қалған еді. Келесі күні ол екінші тексерісті қолға алды. Бұл жолы тілмаш арқылы. Кергеу бөлмесіндегі тікелей әңгіме. Осы бас орданың күнделікті тіліндегі нақты сөздер. Көше атаулары, офицерлердің есімдері, әскери терминдер, бөлімдердің нөмірлері. Дәлізде Сұңқаров пен Есімовтың аузынан шығуы мүмкін сөздердің барлығы айтылды. Вайс тыңдап отырды. Сұрақ қойған жерде жауап берді. Ешқандай елең ету байқалмады. Одан кейін Пәрімбек тілмашқа Сұңқаров пен Есімовтің дәлізде айтқан сөздерін қайталауды бұйырды. Дәл сол сөздерді қаз қалпында, бірақ басқа дауыспен. Ырғағын дәл солай сақтай отырып. Вайс селт еткен жоқ. Пәрімбек дәттерін жапты. Нәтижесін жазып қойды. Сөздер емес, дауыстар. Бірінші болжам толығымен жоққа шығарылды. Мәселе тілде, немесе нақты бір сөздерде емес екен. Вайс сөз өзгерсе де, өзгермейтін нәрсеге елеңдеді. Дауыс кембіріне. Сөйлеу ырғағына. Мақты бір адамның үніндегі өзіне ғана тән ерекшелікке. Адамның миы қорытып үлгерместен бұрын денесі танып қоятын қасиетке. Демек, Вайс бұл екеуінің даусын бұрын көп әрі ұзақ естіген. Санадан өшпейтіндей деңгейде жаттап алған. Сұңқаровтың даусын бұрын естіп, жадына тоқыған. Есімовтың дауысында бұрын естіп, жаттап алған. Сөйтіп, екеуінде бұл жерде еш қиналмастан лезде таны қойды. Кездейсоқ емес, талай рет кездескен таныс дүниені көргендей қабылдады. Пәрімбек тергеу бөлмесінен шықты. Дәлізде қабырғаға сүйеніп тұрды. Үнсіз тұрды. Ойында Вайс. Тұтқын өзін өте мінсіз ұстады. Тым мінсіз. Жүзінде еш өзгеріс жоқ. Жанары төмен қадалған. Ештеңемен ісі жоқ, әбден қалжыраған жауынгердің кейпі. Үрейде, қызығушылықта, артық қимуда жоқ. Сұңқаров өткенде де, Есімов өткенде де, бетіндегі бірде-бір бұлшықеті бүлгеткен жоқ. Өз-өзін ұстауға арнайы жаттыққан адамдар ғана осылай отыралады.
Тұтқында, қатаң бақылауда, әрбір ұсақ түйектің өзі маңызды рөл атқаратын бөлмеде. Бірақ саусақтары бой бермеді. 2 рет. Бір ретінде Сұңқаровқа, екіншісінде Есімовке. 2 жағдайда да қас қағым сәтке ғана. Әрі екеуінде де лезде жасырып үлгерді. Санасы жүзінен қанша жасырғанымен, денесі бәрібір сатып кетті. Бұл арнайы дайындықтың белгісі еді. Кез келген жағдайда өзін ұстай білу өнері. Кез келген жағдайда деуге болады. Пәрімбек кабинетіне қайта кірді. Дәптердің жаңа бетін ашты. Түртіп қойды. Сөздер емес, дауыстар. Оның астына Сұңқаров, Есімов. Неліктен дәл осы екеуі? Пәрімбек бұл жолдарды 2 рет оқып шықты. Қарындашым қойды. Ендігі мәселе тұтқынның біздің тілді түсінетін түсінбейтінде емес еді. Сұрақ басқада болатын. Жау сарбазы осы ордада бұйрық беретін 2 адамның даусын қайдан естуі мүмкін? Бұл сұрақ кешеден бері көкейінде жүрген. Пәрімбек оны дәптеріне жазып, түнгі ойға қалдырды. Неден бастарын білмегендіктен емес. Мұндай істе асығыстықтың кек зияны тиетінін білгендіктен. Таңертең қайта оқыды. 2 есімнің астындағы 3 сөз. Қысқа әрі нұсқа. Терезе сырты әлі толық жарықтанбаған. Сұрғылт таң, үнсіз дәліз, тек төменгі қабаттағы күзетшінің аяқ басқан дыбысы ғана естіледі. Жау сарбазы осы ордада бұйрық беретін 2 адамның даусын қайдан естуі мүмкін? Пәрімбек таза пара қалды. Бір-біріне араластырмай, асықпай 3 болжам жазды. Әр қайсысы жеке тұрсын, әрі бірін-бірі жоққа шығармасын деген оймен. 3 бөлек болжам, 3 түрлі тексеріс. Радио, жеке кездесу, құжаттар, рет-ретімен. Ол радиодан бастады. Сырттай қарағанда бұл болжам өте нанымды көрінді. Соғыс кезі, үзіліссіз эфир, келіссөздер, бұйрықтар, растаулар, үйлестіру шаралары. Жау барлаушылары біздің жиіліктерді үнемі тыңдап отыратын. Радио тосқауыл қою сирек кездесетін жағдай емес, күнделікті тірлік. Теориялық тұрғыдан алғанда, Вайс Сұңқаров пен Есімовті радио байланыс арқылы естуі әбден мүмкін еді. Эфирдегі дауыста дауыс қой. Дене оны да жаттап алады. Пәрімбек жарты күнін байланыс офицерімен өткізді. Радио байланыс журналдарын, жиіліктер мен хаттамаларды ақтарды. Ойланды. Содан бұл нұсқа құрдымға кете бастады. Мәселе радиода емес. Оның егжей-тегжейінде еді. Сұңқаров пен Есімов негізінен орда ішіндегі сымды байланыс арқылы жұмыс істейтін. Ғимарат ішіндегі және орда тораптары арасындағы телефон желілері. Ашық эфир арқылы емес. Олардың дауыстары алдыңғы шептегі жау тыңдай алатын жиіліктерде шықпайтын. Бұл олар мүлдем эфирге шықпады деген сөз емес. Бірақ олар мұныны өте сирек, қысқа. Әрі Вайстың 2 дауысты да дәл осылай қатесіз жаттап алуына мүмкіндік бермейтіндей форматта жасайтын. Екіншіден, Вайстың реакциясы. Жау жиілігіндегі кедергілер арасынан бір рет дауыс естіген адамның әрекетіне мүлдем ұқсамайтын. Бұл таныс адамды көргендей кез, әрі рефлекторлық деңгейдегі тану еді. Эфирден бір рет естіген дауысқа адам олай селт етпейді. Дауыс көзі мен құлақ арасында еш кедергісіз, жақыннан, таза күйінде, әрі талай рет естіген үнге ғана осылай жауап қатады. Радио нұсқасы өте әлсіз болып шықты. Пәрімбек оны толығымен сызып тастамаса да, шетке ысырып қойды. 3 болжамы бар параққа қарады. Біріншісі, жарамай қалды. Екеуі қалды. Соғыста қолда бар дүниемен жұмыс істейді. Ешкім мінсіз түсіндірмені күтіп отырмайды. Ол екіншісіне көшті. Жеке кездесу. Вайс бұрын Сұңқаровпен немесе Есімовпен бетпе-бет кездесуі мүмкін бе? Тергеу, сүзу бекеті.
Қажетті ғимарат маңына кездейсоқ тап болу. Көршілес аймақта тұтқынға түсу. Соғыста мұндай жағдайлар көптеп кездеседі. Олардың әрқайсысын қысқа уақыт ішінде тексеріп шығу мүмкін емес. Бірақ ең бастысын тексеруге болады. Вайстың бөлімі белгілі бір бағыттарда шайқасқан кезде Сұңқаров пен Есімов қайда болды? Пәрімбек Сұңқаровтың жеке ісін қолына қайталды. Бұл жолы асықпай, өте баяу оқыды. Ол жай ғана сәйкестіктерді емес, уақыт аралығындағы қуыстарды іздеген еді. Сұңқаровтың Вайстың әскери бөлімі орналасқан аймақта болуы мүмкін кездерін тексерді. Сондай бір қуыс табылды. Маусым мен тамыз айларының аралығы. Ол кезде Сұңқаров мүлдем басқа құраманың тізімінде тұрған. Уақытша іс-сапар. Көршілес бас орданы күшейту мақсатында жіберілген. Барған жері шығыс шеп еді. Дәл сол уақытта Вайстың бөлімі де осы аймақта шайқасып жатқан. Бұл үлкен ілік болатын. Әлсіз болса да, шындыққа жанасады. Сұңқаровтың дәл сол маңда жүруі бек мүмкін. Оның даусы сол майдан шебінде естілген болуы да ғажап емес. Жиындарда, бұйрық таратқан кездерде, немесе тергеу жүріп жатқан ғимарат ішінде естілуі ықтимал. Егер Вайс сүзу бекетінен өтсе, немесе сол маңда тұтқында отырса, бұл үнді естуі мүмкін. Жүзім көрмесе де, есімін білмесе де, жай ғана дәліз бойынан, қабырғаның ар жағынан, немесе көрші бөлмедегі байланыс сымнан естуі мүмкін. Бұл Сұңқаровқа қатысты жағдайды түсіндіргендей болды. Пәрімбек осы ойға тоқтап, барлығы қисынға келіп қалғандай күй кешті де. Лезде бұл болжанның быт-шыты шыққанын түсінді. Бұл тек Сұңқаровқа ғана қатысты еді. Есімов ол уақытта ешқайда шықпаған. Пәрімбек мұны да мұқият тексерген болатын. Жеке іс қағаздары, іс-сапарлар жазбасы, жеке құрамның қозғалысы туралы құжаттар. Есімов сәуірден қыркүйекке дейін өз орнында табылмай отырған. Шығыс шебіне ешқандай сапар шекпеген. Вайстың бөлімі орналасқан аймақпен ешқандай байланыс жоқ. Оның даусы ол жерде естілуі мүлдем мүмкін емес еді. Жиындарда да, дәлізде де, тіпті байланыс сымы арқылы да. Сұңқаровқа қатысты сәйкестік табылғанымен, жалпы жұмбақтың түйінін шеше алмады. Пәрімбек дәптердегі екі есімге ұзақ қарады. Сұңқаров пен Есімов. Сосын бір ақиқат тоқты. Тек біреуіне ғана жарайтын түсініктеме. Ешқандай да түсініктеме емес. Бұл екіншісін жасырып тұрған өте ыңғайлы жалған сылтау ғана. Майдан даласында бір адаммен кездейсоқ ұшырасу әбден мүмкін. Бірақ бірден екі адаммен кездесіп, екеуінің де даусын бірдей дәрежеде жаттап қалу ешқандай кездейсоқтыққа жатпайды. Жеке кездесу нұсқашасы тек біреуін ғана ақтап тұр, ал жүйе ретінде мүлдем жарамайды. Сосын ол үшінші болжамға көшті. Құжаттар. Жаудың тыңшылық ұйымы жансыздар берген мәліметтермен жұмыс істейтін. Қызыл әскері офицерлерінің есімдері, қызметтері, бас орданың құрылымы. Осының бәрі барлаушылардың басты назарында болатын. Қағаз жүзінде Вайс, Сұңқаров пен Есімов жайлы мәліметтерді оқуы әбден мүмкін. Кімнің жедел бөлімді басқаратынын, кімнің байланысқа жауап беретінін білуі ғажап емес. Пәрімбек бұл туралы көп ойланбады. Бұл болжамда бірден күл талқан болды. Мәселе құрғақ есімдерді білуде емес еді. Мәселе адамның даусын тануда болатын. Аты жөнді қағазға қарап-ақ жаттап алуға болады. Атқаратын қызметін жансыздардың хаттарынан біле салады. Офицерлер тізімін тыңшылар арқылы, қолға түскен құжаттан, немесе тұтқыннан сұрап алуға болады. Бірақ адамның даусын қағаз арқылы тани алмайсың. Дауыс ырғағын есімдер тізімі арқылы жадыңа тоқи алмайсың. Дененің дыбысқа деген реакциясы мүлдем басқа ес түрі. Ол тек тікелей байланыс кезінде ғана пайда болады. Қабырғаның ар жағынан, телефон тұтқасынан, немесе
ашық тұрған есіктен естуің керек. Басқаша мүмкін емес. Құжаттар. Вайстың бұл адамдар жайлы сырттай білетінін дәлелдей алар еді. Бірақ оның денесі дауыстарды санасынан бұрын қалай танып қойғанын түсіндіре алмайды. Үш болжам. Бірде-бірі жұмбақтың түйінін толық шеше алмады. Пәрімбек тізімді қайта оқып шықты да бір нәрсені байқады. Жеке-жеке қарағанда тұйыққа тірелетін бұл үш жол біріккен кезде үлкен сыр шертіп тұреді. Егер қарапайым түсіндірмелер іске аспаса, демек бұл істің артында үлкен құпия жатыр. Әлдекім Вайстың осы дауыстарды жатқа білуін қатаң қадағалаған. Кездейсоқ емес, әдейі жасалған. Пәрімбек дәптерін жапты. Орнынан тұрды. Бөлме ішінде ары-бері жүрді. Үстел алдына келіп тоқтады. Қайтадан отырды. Кейде ойды жинақтап алу үшін сәл тыныс алу қажет. Тікелей бас қатырмай, ұсақ түйектердің өз орнын табуына мұрсат беру керек. Ол кесеге су құйып, терезеге көз салды. Кенет есіне бір жайт түсті. Осыдан бірнеше апта бұрын Вайс қолға түспей тұрған кезде, қала азат етілген алғашқы күндері бір байланысшы ауызша бұйрық алады. Бұйрық тікелей Сұңқарықтан түскендей болған. Бұл шағын көлік тізбегінің бағытына қатысты еді. Бағытты өзгертіп, батыс жақтағы басқа бұрылыспен шығу бұйырылған. Аса үлкен өзгеріс емес. Бір қарағанда қалыпты жұмыс барысындағы түзету. Көлік тізбегі өзгертілген бағытпен жүріп кетті. Бір сағаттан соң шындықтың беті ашылды. Сұңқаров ондай бұйрық бермеген болып шықты. Бірақ байланысшы бұл дәл соның даусы болғанын айтып, өз сөзінен қайтпады. Мән-жайды анықтады. Тізбекті кері қайтарды. Ешкім зардап шекпеді. Ол кезде бұл істі тез жаба салған еді. Жаңа қаладағы алғашқы күндері абыржыған жұрттың шатасуы қалыпты жағдай. Адамдар кімнің кім екенін толық танымайды. Дауыстар да бейтаныс. Шатастырып алу оңай. Қағазға дәл солай жазды. Түсініспеушілік. Іс жабылды. Енді Пәрімбек терезе алдында тұрып, керең ойға батты. Түсініспеушілікпен қасақана тексеру сырттай бірдей көрінеді. Оларды тек ненің тексерілгенін және кімнің тексергенін білгенде ғана ажыратуға болады. Тізбек бағытын бұрды. Дауыс өз дегеніне жетті. Кейін барып қана шындық ашылды. Бірақ бұл шындық көліктер орнынан қозғалып кеткеннен кейін ғана белгілі болды. Бұйрық орындалды. Көлік тізбегі бұйрыққа бағынды. Егер бұл жаудың сынағы болса, онда олар өз мақсатына жетті. Жиі жұмыс істеп тұр. Бұл ордада Сұңқаровтың дауысы. Ешбір тексеріссіз орындалатын бұлжымас бұйрық екені дәлелденді. Келесі жолы олар бағыттан қателеспеуі мүмкін. Келесі жолы одан да маңыздырақ нәрсені нысанаға алуы ғажап емес. Пәрімбек бұл оқиғаны дәптеріне жаңа жолдан жазып қойды. Нақты дәлел ретінде емес, ендігі жерде кездейсоқ көрінбейтін маңызды бөлшек ретінде. Ол басты сұраққа қайта оралды. Радиода, құжаттарда, майдандағы кездейсоқ кездесу де екі дауыстың құпиясын бірден аша алмады. Әрбір болжам кек жартылай жауап берді. Екінші адамға келгенде бәрі тұйыққа тірелді. Сұңқаровтың жағдайын соғыстың кесірі деп ақтап алуға болар еді. Іс-сапар, көршілес шеп, кездейсоқ есту, бұл қисынға келетін. Бірақ Есімовтің жағдайы бұған сыймады. Бір дауыс, соғыстың салдары. Ал екі дауыс, бұл қалыптасқан жиі. Пәрімбек мұны қойын дәптеріне жазып, астын сызып қойды. Осы жолға ұзақ көз қадады. Жиі деген сөз енді кездейсоқтықты білдірмейтін еді. Ол нақты мақсатты білдірді. Әлдекімнің шешімі, әлдекімнің жоспары. Бұл көріністі қасақана құрастырған әлдекімнің қолы. Вайс бұл істің басы емес еді. Ол тек оның бір бөлшегі ғана. Егер Вайс екі дауысты да жатқа білсе, демек оның бастауы майдан шебінде емес,
Кездейсоқ тоғысқан жолдарда да, радио байланыста да емес. Оның бастауы, екі дауыс үнемі қатар естілетін, бір кеңістіктегі орын. Бір рет қана емес, дене әбден жаттап алатындай ұзақ уақыт бойы. Сұңқаров пен Есімов күн сайын бір ғимаратта қызмет етті. Көршілес бөлмелерде отырды. Бір телефон желісін қолданды. Бір дәлізбен жүрді. Бір жиындарда бас қосты. Олардың дауыстары мұнда үзбей естілетін. Бас орданың күнделікті у-шуынан еш айырмасыз, қалыпты үнге айналған. Қатардағы жұмыс, күнінің қатардағы дауыстары. Екеуінде жаттап алғысы келген адамға майдан шебінің қажеті шамалы. Ол үшін бас орданың маңында, немесе тіпті ішінде болу керек. Пәрімбек бұны дауыстап айтпады. Жай ғана парақтың соңына асықпай, оқыптап жазып қойды. Бұл қорытынды емес, жаңа бағыт еді. Әзірге нақты дәлел жоқ, тек келесі қадам ғана. Пәрімбек енді Вайстың ізіне ғана түсу аздық ететінін түсінді. Жау сарбазы бұл екеуінің даусын бірдей жаттап алатындай орынды іздеу керек. Пәрімбек адамдарды емес, ғимаратты тексеруді ұйғарды. Ғимаратты. Бұның айырмашылығы жер мен көкте еді. Адамдар тексерісті бірден сезеді, құбылып сала береді, бір-біріне ескертеді. Ал ғимарат ештеңені байқамайды. Жай ғана орнында мызғымай тұрады. Өзінің ішіне не жасырса, соның бәрін сақтап жата береді. Пәрімбек таңертең кешегі дәптердің соңғы жолын қайта оқығанда осыны ойлады. Бастау бас орданың маңында немесе ішінде болған. Олай болса, ғимарат бәрін біледі. Тек дұрыс сұрай білу керек. Ол бұл тексерісті жоспарлы техникалық байқау ретінде рәсімдеді. Қағаз жүзінде. Қала азат етілгеннен кейінгі басқару ордасындағы телефон желілері мен байланыс жағдайын тексеру. Ешқандай күдік тудырмайды. Мұндай байқаулар үнемі жасалып тұратын. Ғимарат ұзақ уақыт жаудың қолында қалды. Басқыншылар өз желілерін тартты. Олардан кейін талай техникалық қалдықтар қалды. Қайсысы біздікі, қайсысы жаудікі, ал қайсысы әбден тозғанын анықтап алу қажет. Пәрімбекпен бірге байланыс бөлімінің техникалық маманы Қасымов барды. Жасқа толысқан аға сержант. Қолдары епті. Өзі үнсіз жұмыс істеуге дағдыланған адам. Пәрімбек мақсатты қысқа ғана түсіндірді. Жүріп өтеміз, желілерді қараймыз. Көзге оғаш көрінгеннің бәрін түртіп аламыз. Қасымов бас изеді де, саймандарымен дәптерін алды. Жоғарғы қабаттан бастады. Дәліздерді аралап, байланыс бөлмелеріне бас сұқты. Бәрі қалыпты көрінді. Жаудан босатылғаннан кейінгі үйреншікті көрініс. Алғашқы күндері асығыс қалпына келтірілген біздің байланыс желілері. Кей жерлерде жаудың сымдарының үстінен тартыла салған. Ескі сылақтың иісі. Ағаш еденнің сықырлаған дыбысы. Шаң басқан терезе алдындағы етіктің іздері. Пәрімбек асықпай жүрді. Кек сымдарға ғана емес, қабырғаларға, бұрыштарға да жіті қарады. Әлдекім бірдеңе бекітіп, кейін жұлып алған, кек шегенің орны қалған жерлерді де қалт жібермеді. Егер асықпай барасаң, мұндай ғимараттар талай сыр шеркеді. Үрей туғызарлық түсініксіз ештеңе байқалмады. Төменгі қабатқа түсті. Мұнда жұмыс бөлмелері орналасқан еді. Оның ішінде Есімовтың де кабинеті бар тұғын. Пәрімбек дәліз бойымен баяу қадам басты. Қабырғаларға, еденнің жиектеріне көз салды. Сымдардың сылақ ішіне кіріп кеткен тұстарын тексерді. Көпшілігінің мән жайын бірден ұғуға болатын. Мына кабель біздікі, қыркүйекте тартылған. Анау бекітпе жаудікі, металы басқа, біздікі емес. Ұзақ уақыт жау қолында болған ғимараттың әдеттегі ала-құла көрінісі. Қасымов өте ұқыпты жұмыс істеді. Бекітпелерді қарап, сымдарды тексеріп, белгілер жасап отырды.
Кейде кідіріп қалып, ақырын ғана үн қататын. Бұл біздің күзгі шаруа. Мынау жаудың ескі сымы. Пәрімбек үнсіз тыңдап күтіп жүрді. Түс ауа Есімовтың кабинетінің жанындағы техникалық бөлмеге кірді. Бөлме шағын ғана. Едендегі іздерге қарағанда, бұрын бұл жерде құрал саймандар сақталған. Ал жаудың тұсында бекітпелердің қалдығына қарасақ, бұл жерді басқа мақсатқа өзгерткенге ұқсайды. Босатылғаннан кейін бөлмені жай ғана құлыптап, мүлдем қолданбаған. Бұл қосалқы бөлме болып саналатын. Жұмыс кабинеттерінің тізіміне кірмейтін. Пәрімбек тұтқаны тартып еді. Есік ешбір сықырсыз ашылды. Ол мұны ішіне түртіп қойды. Топсалары майланған. Таяуда ғана. Жабық тұрат деген бөлменің есігін ешкімде майламайтыны анық. Қасымов қабырғаларды қарап жүр. Пәрімбек есік алдында төбеге көз тігіп тұр еді. Кенет Қасымов тоқтай қалды. Ол бір сымды байқады. Көзге көрінетін жерде емес. Қабырғаның төменгі жағындағы ескі ағаш қораптың артына жасырылған. Адам ең соңында қарайтын қуыста. Жіп-жімішке, өте ұқыпты тартылған. Бірдей қашықтықта мұқият бекітілген. Жай ғана лақтыра салмаған. Арнайы тартылған сым. Нақты мақсатпен. Өте ұқыптылықпен жасалған. Пәрімбек Қасымовтың жанына жүресінен отырды. Екеуі де бірнеше секунд үнсіз қалып, сымға телміре қарады. Жаудан қалған ғимаратта басы артық сымдар жетерлік. Бірақ артық сымдарды дәл осылай бірдей қашықтықта бекітпейді. Оларды мұншалықты ұқыптылықпен тартпайды. Жай ғана тастай салады. Қасымов оны саусағымен сипап өтті. Таңбасына көз салды. Біздің сызбаларда бұл сым жоқ, деді ол ақырын ғана. Сұраулы үнмен емес, нақты ақиқатты айтқандай. Жаудікі ме? Қасымов сәл үнсіз қалды. Сым жаудікі, бірақ тартылу тәсілі олардікі емес. Басқыншылар бұлай бекітпейтін. Бұны әлдекім асықпай өте мұқият істеген. Әрі бұл олардың негізгі жұмысынан кейін жасалғанға ұқсайды. Немесе ең соңында шегінер алдында істелген. Пәрімбек үн қатпады. Оның жанында жүресінен отырған қалпы. Сымға қадала қарады. Жімішке қара түсті. Қораптың астындағы көлеңкеде мүлдем көзге түспейтін сым. Ол ұқыптылықтың адам мінезінен сыр шертетенін ойлады. Салақ адам сымды бірдей қашықтықта бекітпейді. Мұны тек дәлдікке дағдыланған жан ғана жасай алады. Өз ізінің бұл жерде ұзақ сақталуын қалаған жанның ісі. Қайда апарады? Сымның бір ұшы Есімовтың бөлмесіне қарай қабырға ішіне кіріп кеткен. Қасымов сылаққа кірген жерін ұстап, тырнағымен түртіп көрді. Мұна жерге өте таза кірген. Әлдекім асықпай, мұқият бітеп тастаған. Екінші ұшы қарама-қарсы бағытқа. Еден жиегімен созылып, түптегі қабырғаның астына сүңгіп кеткен. Пәрімбек оның қайда апаратын сұрады. Қасымов оның төменге, жертөлеге, немесе келесі бөлмеге кеткенін айтып, тексеру керектігін жеткізді. Олар жертөлеге түсті. Баспалдақ өте тар еді. Бірі шам ұстап алды, екіншісі оның соңынан ерді. Мұнда қараңғырақ әрі суық болатын. Қыш қабырғаларды дымқыл басқан. Төбесі аласа, ескі ағаш пен топырақтың иісі қолқаны қабады. Қабырға жағалай қойылған бірнеше жәшік. Жаудан қалған шаруашылық заттарының қалдығы. Кемір қапсырмалар. Кесілген кабельдер. Бос ағаш орауыштар. Көзге түсер ештеңе жоқ. Басқыншылар қолында болған ғимараттардың жертөлесі үнемі осылай көрінетін. Бей-берекет, шашылған қоқыс үйіндісі. Қасымов қолындағы шаммен алға озды. Жарық сәулесін қабырғаның төменгі жағымен жүргізіп өтті. Сымды түпкі қалқаның жанынан тапты. Ол қабырғаның астынан кіріп, көзден таса болған. Ұшы көрінбейді. Қасымов шамын қалқа бойымен жүргізіп, бір нүктеге тоқтатты.
Табылды. Қалқадағы шағын ғана саңылау. Жып-жұмыр. Өте ұқыпты. Көлемі саусақтан сәл ғана кіші. Бұл кездейсоқ тесік немесе жарықшақ емес еді. Арнайы құралмен қасақана жасалған. Әрі өте мұқият сыланып тасталған. Пәрімбек жақындап жүресінен отырды. Сылақты жақыннан мұқият қарап шықты. Ол мұндайды бұрында көрген. Жиі болмаса да кездестірген. Қабырғадан бірдеңе өткізіп, оның ешкімге байқалмауын қалағанда дәл осылай жасайды. Ең кішкентай саңылау тесіп, сымды өткізет те қайта бітеп тастайды. Өте ұқыпты. Мүлдем көзге түспейтіндей етіп. Бұл ұрыстан кейінгі жөндеу жұмысы емес еді. Бұл ізін жасыруды көздеген жанның әрекеті. Қасымов сылақтың ескі екенін айтты. Шөккен, қарайған, біздің уақытқа тиесілі емес. Жаудікі болуы мүмкін бе деген ой тастады. Ол жақындай түсіп, саусағымен ұстап көрді. Нақты айту қиын, бірақ бұны соңғы кездері жасағанға ұқсайды. Шегінер алдында, немесе соған жақын уақытта. Басып кірген бойда жасалмаған. Пәрімбек бойын тіктеді. Қалқаға көз салды. Сосын Қасымовқа қарады. Оның ар жағында не бар екенін түсіну қажет еді. Қалқаның артында шағын ғана техникалық бөлме орналасқан екен. Бұрын бұл жерде пеш торабы болған. Ескі пеш бұзылып алынған. Орны бос тұр. Жиһазда бірдеңе сақталған ізде жоқ. Төбеге таяу орналасқан жалғыз терезесі мен қабырға жанындағы қыш қалдықтары бар бос бөлме. Және қабырғадағы ескі темір тұғыр. Тот басқан ескі тұғыр жерден 1 метр 20 сантиметрдей биіктікте бекітілген. Бұрандалары асықпай, өте мұқият бұралған. Жанында ұзақ уақыт тұрған тіктөрт бұрышты заттың сылақтағы ізі қалған. Айналасындағы сылақ сәл қараңғылау. Заттың пішінін айнытпай сақтап қалған. Қасымов тұғырға жарық түсірді. Мұндай тұғырға әдетте құрылғы қояды. Шағын, бірақ бекітуді қажет ететін дүние. Кез келген құрал болуы мүмкін. Пәрімбек тіктөрт бұрышты заттың ізіне қарап тұрды. Көлемі аса үлкен емес. Бір адам өзі әкеліп, өзі алып кете алатындай шамада. Тұрақты станция емес. Жылжымалы бір құрылғы. Олар кері жоғары көтерілді. Пәрімбек техникалық бөлмеде жалғыз қалды. Ол техникалық бөлме мен Есімовтың кабинеті арасындағы қабырғаға сүйеніп тұрды. Қабырға қалып деді. Сылақ, шағын жарықшақтар, ескі бекітпелердің ізі. Сырттай қарағанда ешбір ерекшелігі жоқ. Бірақ жертөленің арғы бетінде сым бар болатын. Саңылау бар еді. Ешкім бас сұқпайтын бос бөлмеде құрылғыға арналған бекітпе тұрды. Ол қолын қабырғаға қойды. Бұл бөлмемен Есімовтың кабинетінің арасын бірнеше сантиметрлік сылақпен қышқана бөліп тұр. Ол бөлмеде Есімов күн сайын телефонмен сөйлеседі. Байланысшыларды қабылдайды. Бұйрықтарды растайды. Іргесінде Сұңқаровтың кабинет орналасқан. Бір қабат, бір дәліз. Осы торап арқылы өтетін ортақ желі жүйесі. Пәрімбек қолын тартып алды. Жасырын тыңдау деген сөзді ол әлі тісінен шығармады. Тіпті іштей де айтпады. Мұндай сөзді алдын ала айта салмай, тек нақты дәлелмен ғана негіздеу керек. Бірақ оның бүгін көргені құрғақ болжам болудан қалды. Ол нақты затқа, сымға, саңылауға айналды. Байланыс бастығының кабинетінің астындағы бос бөлменің қабырғасында қалған тіктөрт бұрышты заттың ізіне ұласты. Сым шынымен де бар. Саңылау да табылды. Әлдекім мұның бәрін аса мұқияттылықпен тартып шыққан. Ал шегінер алдында дәл сондай ұқыптылықпен жасыруға тырысқан. Бұл жерде жасырын тыңдау құрылғысы тұруы әбден мүмкін еді. Бұл желі кездейсоқ тартылмаған. Және әлдекім оның табылғанын мүлдем қаламаған.
Осыған дейін Пәрімбек жау сарбазының бұл дауыстарды қайдан естуі мүмкін екенін іздеген болатын. Бүгін ол бұған себеп болған қабырғаны өз көзімен көрді. Ол дәлізге шықты. Қасымов терезе алдында қойын дәптерін ұстап тұр еді. Пәрімбек оған мұның сызбасын жасауды ақырын ғана бұйырды. Сым, саңылау, тұғыр, нақты өлшемдерімен нақты орналасқан жерлері. Және техникалық бөлменің есігіндегі топсаларды да белгілеуді сұрады. Олардың майланғаны сызбада міндетті түрде көрсетілуі тиіс еді. Әзірге ешкімге тіс жармауды да қатаң тапсырды. Қасымов артық сұрақсыз бас изеді. Тәжірибелі маман қашан сұрақ қоюдың орынсыз екенін жақсы білетін. Пәрімбек дәліз бойымен баспалдаққа қарай кері қайтты. Ғимарат еш өзгермеген. Сол баяғы қабырғалар, сол баяғы сылақтың иісі. Бірақ ол енді үнсіз қалған жоқ. Өз сырын ақтарды. Ал естіген дүниені кері қайтару мүмкін емес еді. Кергеу үстінде енді тек сұрақ қана емес, нақты орын пайда болды. Және іле-шала келесі сұрақ туындады. Мұндай желіні тартып, шегінер алдында оны жасырып кететіндей, ғимараттың іші сыртын жатқа білетін кім? Жаудың тұсында бұл жерге кіріп шығып жүріп, қала азат етілген соңда, осында қалып қойған кім болуы мүмкін? Қасымов сызбаны келесі күні таңертең алып келді. Пәрімбек Қалымжанов оны таң бозынан бері күтті. Түн мазасыз өтті. Бұл ұйқының аздығынан емес, сананың тоқтаусыз арпалысынан еді. Ол қайта-қайта сол бір сымға, саңылауға және қабырғадағы тіктөртбұрышты ізге орала берді. Кергеуісі бір нүктеге тірелгенде, оны таңға дейін қалдыру мүмкін емес еді. Кейбір бөлшектер өз орнын тауып жатты. Әлі толық емес, бірақ тыныштық бермейтіндей дәрежеде нақты еді. Ақ қағаз беті ұқыпты сызылған сызықтарға, өлшемдер мен бағыттарға толды. Қасымовтың техникалық қолтаңбасы анық көрінеді. Цифрлар ұсақ, анық, ешқандай артық сәнсіз. Сым үзік сызықпен саңылау крест қойылған шеңбермен, ал тұғыр бұрыштарына бұранда салынған тіктөртбұрышпен белгіленген. Барлығының арақашықтығы нақты көрсетілген. Пәрімбек бұл сызбаны ұзақ зерттеді. Сосын тағы бір парақ алып, оның үстіне бірінші қабаттың жоспарын сызды. Есімовтің кабинеті, техникалық бөлме, дәліз бен баспалдақ. Осының үстіне Қасымовтың схемасын қойды. Сымның қабырға ішімен қалай өткенін көрді. Техникалық бөлмеден тікелей Есімовтің кабинетіндегі телефон торабына дейін тартылған. Көрініс айқындала түсті. Бірақ бұл әлі аз еді. Сым нақты дерек, саңылау нақты дерек. Бос бөлмедегі тұғыр, ол да болжымас ақиқат. Бірақ байланысы жоқ деректер тек ұсақ түйек қана. Бұл бөлшектерден нақты дәлел шығу үшін адам керек еді. Жаудың тұсында бұл ғимаратты жатқа білетін біреу. Техникалық бөлмелерге еркін кіре алатын, сымдармен жұмыс істей алатын және ешкімнің назарына түспейтін жан қажет. Пәрімбек қала азат етілген сәттен бастап осы ғимаратта қалған қызметкерлердің тізімін алды. Бірнеше ондаған адам, офицерлер, байланысшылар, атқосшылар мен шаруашылық қызметкерлері. Әр есімді асықпай оқып шықты. Көпшілігі ол күн сайын көріп жүрген жандар. Жас байланысшылар, жеке істері таза офицерлер, Сұңқаровтың атқосшысы мен 2 аспаз. Бұл адамдардың жау билігі тұсындағы ғимараттың техникалық құрылымын білуіне еш негіз жоқ. Олар мұнда қызыл әскермен бірге келді. Олар үшін бұл ғимарат бейтаныс еді. Тек бір есім оқшауланып тұрды. Сейіт Ысқақұлы Сәрсенов, 42 жаста. Ол әрі от жағушы, әрі ғимараттың техникалық қараушысы ретінде тіркелген. Тізімде қала босатылған алғашқы күндері-ақ
қызметке алынған жазылған. Оған дейін де осы ғимаратта жау билігінің тұсында жұмыс істеген. Жылу жүйесіне жауап берген. Пәрімбек бұл жолды қайта оқыды. Тізімді шетке қойып, терезеге қарады. Бұл әлі үкім емес еді. Адамдардың жау қолында қалған ғимараттарда қалуының мың түрлі себебі болады. Көбінесе барар жері болмаған соң қалады. Ал пешті кім билік етсе де жағу керек. Сейіт тек мұржа тазалап, жаумен ешсі болмаған жай ғана пенде болуы да мүмкін. Пәрімбек мұндайларды көп көрген. Бұл қалыпты жағдай. Бірақ Сейіт ғимаратты жатқа біледі. Жаудың тұсында білді. Азат етілген соңда осында қалды. Оның жүретін жолы жертөле мен техникалық бөлмелер, пеш тораптары арқылы өтетін. Дәл әлгі тұғыр тұрған жерлер. Пәрімбек кезекшіге Сейіттің қазір қайда екенін және немен айналысып жатқанын біліп келуді тапсырды. Ешбір сұрақсыз байқатпай көру керек еді. Күте тұрып, алдағы әңгіменің барысын ойлады. Барлық әңгімен емес, кек бір ғана сұрақты. Ең соңғы сұрақты. Тікелей қоюға болмайтын сұрақ. Оны жай ғана үйреншікті әңгіме арасында адам ойланып үлгермейтіндей етіп қою керек. 20 минуттан соң кезекші оралды. Сейіт жертөледе екен. Ескі пеш бөлмесіндегі мұржаны тазалап жатыр. Әлгі тұғырдың дәл жанында. Пәрімбек бірден бармады. Тағы жарты сағат күтті. Адам жұмысын аяқтап сыртқа шығып, сабырға келуіне мұрсат берді. Содан кейін ғана төмен түсті. Сейіт жертөленің шыға берісінде қабырғаға сүйеніп бір кесе шай ішіп отыр екен. Жасы толысқан, қолдарын күйемен металл табы басқан, көп сөйлемейтін сабырлы жан. Сыртынан қарағанда өзін ешкімнің елемеуіне әбден үйренген адамдай көрінеді. Мұндай адамдардың екі түрі болады. Бірі осы күйіне көніп, тыныш өмір сүреді. Екіншісі осыны өз пайдасына жаратуды үйренеді. Сейіттің қай топқа жататынын Пәрімбек әлі білмейтін. Ол оның жанына жайғасты. Кергеуші емес, жай ғана әңгімелескісі келген адамша сөз бастады. Сейіт Ысқақұлы, бұл мекенде жүргеніңізге көп болды ма? 1938 жылдан бері осындамын. Соғысқа дейін қабылданғанмын. От жағушы болдым. Кейін осы жерге ауыстырды. Жылу жүйесін қараймын. Жау келгенде де осында болдыңыз ба? Барар жерім жоқ еді. Жалғыз басты қарт адаммын. Олар маған тиіскен жоқ. Пешті біреу жағу керек қой. Мен жақтым. Жертөлеге жиі түсетін бе едіңіз? Күн сайын. Онда құбырлар, көмір бар. Жертөлесіз бұл ғимараттың күні жоқ. Жау әскерлері жертөлеге кіріп тұратын бе еді? Сейіт ойланып қалды. Көп емес, адал жауап бергісі келген адамдай кідірді. Кейде, алғашқы айларда келіп тұрды, қарады, кейін қойды. Оларға онда не керек? Лас, қараңғы жер. Тек мен ғана барып жүрдім. Ал бөтен адамдар болатын бе еді? Сіз танымайтын біреулер. Сейіт бұл жолы ұзақтау үнсіз қалды. Болатын, бірақ сирек. Кімдер еді олар? Сұрамадым. Жау жағынан келетін. Мен оларды техникалық мамандар шығар деп ойладым. Арасында бір мырза болатын. Біздің тілде өте таза сөйлейтін. Жалғыз келмейтін. Қасында екі көмекшісі мен құрал саймандары бар еді. Олар техникалық қанатқа қарай бет алатын. Неше рет келгені нақты есімде жоқ. 2, бәлкім 3 мәрте болар. Әлгі мырза басқармадан ба еді? Мүмкін. Қайдан келгенін сұрамадым. Ол менімен көп сөйлеспейтін. Тек бір рет қана. Мұнда сенің ештеңең жоқ. Жөніңе бар деді. Пәрімбек бас изеді. Арада үнсіздік орнады. Содан кейін жертөле туралы әдеттегі әңгіменің жалғасы іспетті келесі сұрағын қойды. Ешқандай дауыс ырғағын өзгертпестен
тосыннан сұрады. Сейіт Ысқақұлы, анау түпкі қалқаның артындағы бұрынғы пеш бөлмесіндегі мұржаның тартуы нашар болды ма? Ол жерге кіріп қараптыдыңыз ба? Сейіт еш кідірместен жауап қатты. Даусы бір қалыпты, өте сенімді шықты. Өз жұмысын жақсы білетін адамша сөйледі. Болатын, кіріп қарап тұратынмын. Мұржаның тартуы шынымен де нашар еді. Қалауы ескірген ғой. Пәрімбектің ішінде әлдене үзіліп түскендей болды. Бұл қуаныш та, қобалжу да емес еді. Үнсіз, мұздай суық ақиқат. Күткеннен ертерек жеткен жауаптың ең шынайы болатын сәті осы. Түсінікті. Рахмет сізге, Сейіт Ысқақұлы. Ол орнынан тұрды. Баспалдаққа қарай беттеді. Дәріз бойымен басындағы жалғыз оймен келе жатты. Шегедей қадалған, өте қарапайым ой. Ол бөлмеде ешқашан пеш болмаған. Ешқашан. Оны соғысқа дейін-ақ бұзып тастаған еді. Пәрімбек мұны өз көзімен көрген. Еденде тек оның іргетасының ізі ғана жатыр. От жағатын тесігі жоқ, ескі қыш қабырға. Бірде-бір құбыр жоқ. Мұржада, тарту күші де болған емес. Ол жерге кіріп қарайтындай ешбір себеп жоқ еді. Кім билік етсе де, от жағушының онда ешқандай шаруасы болмауы тиіс. Ал Сейіт кіріп қарап жүргенін айтты. Мұржаның нашар тартқанын алға тартты. Бұл жай ғана қателесу емес. Бөлмелерді шатастырып алуда емес еді. Бұл осы бөлме туралы сұралатынын біліп, жауабын алдын ала дайындап қойған адамның сөзі болатын. Үйреншікті, кәсіби тұрғыда. Еш күдік тудырмайтын жауап. Мұржаның тартуы жайлы. Ескі қалау туралы. Кез келген от жағушы басқа техникалық бөлме туралы ойланбастан осылай дереді. Сейіт те ойланған жоқ. Оның басты қателігі дәл осында болатын. Пәрімбек бөлмесіне қайта оралды. Үстел басына отырды. Қойын дәптерін ашты. 4 жол жазу түсірді. Сейіт. Пешсіз бөлме. Мұржаның тартуы. Жалған сөз. Жаудың тілмашы. Біздің тілде сөйлеген. Техникалық мамандармен келген. Осы жолдарға ұзақ көз қадады. 4 жол жазу. Бұл әлі нақты дәлел емес. Құр қаңқа ғана. Бірақ бұл қаңқаның өзі нақты пішінге ие бола бастады. 2 күн бұрын тергеуісінде не есім, не нақты орын жоқ еді. Қазір мекен анықталды. Бір адам табылды. Және оның артында тұрған келесі адам бар. Бұл істі Сейіттің ұйымдастырмағаны анық еді. Пәрімбек мұны бірден түсінді. Оның қабырғаға сүйеніп отырысынан, кесені ұстағанынан, жауап бергеннен ұқты. Ондай қабілеті жоқ адам. Сейіт қарапайым жан болатын. Бірақ тым көп нәрсені білді. Ол нағыз тасадағы тұлға еді. От жағушы, техникалық маман, дәліздегі үйреншікті бейне. Тым қарапайым болғандықтан ешкімнің көзге ілінбейтін адам. Мұндайларға ешкім назар аудармайды. Сондықтан оларды ең соңынан ғана байқайды. Ол тек есіктерді ашып беруші болған. Қай бөлменің қайда екенін көрсеткен. Үндемеу керек кезде жақ ашпаған. Бұл менің шаруам емес деп отыра берген. Бұл да оның рөлінің бір бөлшегі еді. Оны қандайда бір идеямен немесе ақшамен қызықтырып көндірмеген. Үлкен қорқынышпен, немесе арты үлкен қарызға ұласқан, кішкентай ғана жақсылық арқылы торға түсірген. Жүйеге сенімді сатқындарды емес, осындай қарапайым адамдарды осылай кіргізеді. Біртіндеп қадам артынан қадам жасап. Бірақ оның артында мүлдем басқа адам тұрды. Біздің тілді жетік меңгерген адам. Техникалық мамандарды ертіп келген жан. От жағушының өзі артық сұрақ қоймайтында етіп бұйрық бере алатын тұлға. Тілмаш, бақылаушы, немесе жедел қызметкер. Пәрімбек оның кім екенін әлі нақты білмейтін. Бірақ ең бастысын ұқты. Мұндай адамдар міндетті түрде ізім қалдырады.
Басқармадағы тілмаштардың барлығы тіркеуде тұратын. Жеке істері, жүріп өткен бағыттарымен байланыстары. Соның бірдеңесі сақталып қалуы тиіс еді. Тергеу ісінің бет бұрысы. Қылмыскердің табылған сәті емес. Бұл жалған сөздің әшкере болған кезі. Мұржасы жоқ бөлмедегі тарту күші жайлы сөйлеген адам өзінің жаңа ғана құпия есікті көрсетіп қойғанын білмейтін сәт. Пәрімбек дәптерін жапты. Ертең басқарманың жазбаларын қарау керек. Тілмаштарды зерттейді. Техникалық қанаттағы жергілікті халықпен жұмыс істеген адамдарды іздейді. Келесі есім дәл солардың арасында жасырынып жатыр. Мұрағат. Басқарманың құжаттарын қалалық басқару ордасының жертөлесінен тапқан еді, бірақ толық емес. Жау шегінер алдында әдеттегідей құжаттардың барлығын жүйелі түрде өртеп кеткен. Алдымен жедел істерді, сосын жансыздардың жеке карточкаларын, ең соңында шаруашылық қағаздарын құртқан. Біразын өркеп үлгерсе, біразы аман қалды. Кейбір бумаларға мүлдем тиіспеген. Әлдекім алып кетуге дайындап үлгермей қалғандай. Кендір жіппен ұқыпты байланған күйі жатты. Кейбірінің шеті күйгенімен ішіндегі жазулар анық көрінеді. Ал енді бірі күлге айналып, қол тисе уатылып түсетін халде. Біздің жауынгерлер қолда бардың бәрін жинап, жәшіктерге салып, мөрлеп тастаған. Пәрімбек кеше-кешке осы мұрағатқа кіруге рұқсат сұратқан болатын. Оған 3 жәшік берілді. Түтін мен дымқылдың иісі сіңген көне қағаздар. Бұл иіс қолға сіңіп, ұзақ уақытқа дейін кетпейтін еді. Құжаттар жау тілінде. Бір шамасы біздің тілде жазылған. Басқарма жергілікті халықпен жұмыс істегендіктен қолайлы болу үшін кейбір іс қағаздарды екі тілде жүргізген. Жеке құрам тізімі, шаруашылық есептері, бағыттық парақтар мен техникалық актілер. Пәрімбек барлығын бума-бумаға бөліп қойды да, қосалқы қызметтерден бастады. Өте баяу оқыды. Көпшілік есімдер оған ештеңе айтпады. Оберфельдфебель Краузе, техникалық бақылаушы. Солтүстік аудандардағы бағыттар жазылған. Унтер-офицер Мюллер, байланысшы. Дала желілерін қадағалайды. Украин тілін білетін тілмаш. Басқарма жанындағы бейбіт тұрғындармен жұмыс істеген. Қоймаларды аралайтын 2 шаруашылық офицері. Пәрімбек қағаздарды бірінен соң бірін аудара берді. Ол тек бір ғана адамды іздеген еді. Біздің тілді білетін, жергілікті техникалық мамандармен жұмыс істеген және қаладағы басқару ғимараттарына еркін кіре алатын адамды. Екінші, жәшікті тауысқан соң, орнынан тұрып, бөлме ішінде ары-бері жүрді. Керезе алдындағы кеседен суыған шайдан ұрттады. Кері оралды. Үшінші жәшікті ашты. 3 сағат өткенде іздегенін тапты. Обер-лейтенант Курт Альберт Хайнрих. Құжат бойынша басқармадағы байланыс офицері. Басты міндеті басып алынған аймақтарда телефон және байланысшылар желісін ұйымдастыру. Карточканың қалыпты бағандарында туған жылы, шенімен әскери бөлімі көрсетілген. Барлығы әдеттегідей. Бірақ ерекше дағдылар деген графаның жанына басқа сиямен қолдан жазылған белгі бар екен. Біздің тілді жетік меңгерген. Жергілікті техникалық мамандармен тілмашсыз жұмыс істейді. Пәрімбек бұл жазуды қайта оқыды. Бұл карточка толтырылған кезде жазылмаған. Кейіннен қосылған белгі. Әлдекім мұны арнайы көрсетуді қажет деп тапқан. Жергілікті халықпен делдалсыз, өзі сөйлесе алады. Демек, бұл қызмет үшін өте маңызды болған. Яғни, ол бұл қабілетін үнемі пайдаланған. Оның жүрген бағыттары жазылған парақтарда бірнеше мекенжай көрсетілген. Соның ішінде қазіргі Қызыл әскердің бас ордасына айналған басқару ғимараты да бар екен. Қалалық телефон торабы және тағы 2 мекенжай. Пәрімбек тексеру үшін оларды жазып алды. Хайнрих
Бұл қалаға 1942 жылы келген. Басқармада 2 жылға жуық қызмет еткен. Карточкадағы ресми жазбалар 1944 жылдың басында үзіліп қалады. Кеткені туралы ешқандай белгі жоқ. Басқа жаққа ауыстырылғаны жайлы да жазылмаған. Жай ғана үзілген. Бұл оның кеткенін білдірмейтін. Керісінше, ресми тізімнен шығарылып, басқа арнаға, жасырын жұмысқа көшірілгенін аңғартатын. Осыдан кейін Хайнрих қала шегінде физикалық тұрғыда қалып қойғанымен, ешбір ресми құжатта көрінбейтін болған. Сол буманың ішінде, карточканың астында бірнеше парақ жатты. Бұлар бұйрықтар да, есептер де емес еді. Қолмен жазылған жазбалар. Ұсақ, ұқыпты қолтаңба. Кей жерлері өшіп кеткен. Кей жерлеріндегі сия дымқылдан езіліп кеткен. Бір бөлігі жау тілінде, бір бөлігі біздің тілде, кириллицамен жазылған. Пәрімбек бірінші парақты абайлап жазды. Қағаздың шеттері уатылып тұр екен. Асықпай оқыды. Сосын тағы бір мәрте қайталап оқыды. Бұл сөйлеу мәнерінің белгілері еді. Екі адамның шартты белгісі. Тек бас әріптер ғана. С және Е. Әрқайсысының тұсында қысқа әрі нақты жазбалар тұр. С белгісінің тұсында. Бұйрықтары қысқа. Шылау сөздерді мүлдем қолданбайды. Дерлік. Әскери бөлімнің нөмірін айтар алдында міндетті түрде кідіреді. Даусын ешқашан көтермейді. Тек бұйрықтың ең соңғы сөзін айтқанда, даусы кілт төмендейді. Е белгісінің тұсында. Шаршаған кезде даусы қарлық шығады. 2 сағаттық жұмыстан соң анық байқалады. Қабылданды дегенде байланысқа сенімді болмаған кезде 2 рет қайталайды. Әңгіменің басында баяу сөйлеп, ортасына таман жиілей түседі. Төменіректе тағы бірнеше жолсақ жазу бар. С ешқашан қайталап сұрамайды. Егер түсінбесе, үнсіз қалып, қайта айтқанын күтеді. Е сөзбен нақтылайды. Үнемі бірдей сөйлеммен. Қалай ұқтың? Қайтала. Ол парақтың екінші бетіне аударды. Онда асығыс жазылған тағы бірнеше жол бар екен. Бұл сипаттама емес, ескертпе тәрізді. Нақты тану үшін осы мәлімет жеткілікті ме? Қосымша жазба қажет. С-ның қол астындағылармен сөйлескендегі даусы керек. Оның астында. Материал жіберілді. Растауын күтеміз. Пәрімбек парақты қоя салды. Қарсы алдындағы қабырғаға үнсіз қарап отырды. Бұл жедел мәліметтер емес еді. Жансыздардың есімдері де, әскердің қозғалыс сызбалары да, бекіністердің координаттары да жоқ. Бұл мүлдем басқа дүние болатын. Адамды оның дауысы арқылы сипаттау әрекеті. Оның не айтқанын емес, қалай айтатынын қағазға түсіру. Кідірістері, сөйлеу қарқыны, үйреншікті сөздері, тіпті адамның өзде байқамайтын әдеттері. Мұндай карточкаларды жай ғана мұрағатқа шаң бастырып қою үшін жасамайды. Оларды басқа біреуге табыстау үшін әзірлейді. Ол адам жүзін көрмеген жанның даусын танып үйрену үшін. С. Сұңқаров. Е. Есімов. Телефон желісі сол кабинеттен өтетін 2 офицер. Тергеу бөлмесіндегі жау сарбазын дәл осы 2 есім елең еткізген болатын. Түстен кейін Пәрімбек Сейітке қайта кірді. Бұл жолы бірінші қабаттағы шағын бөлмеде. Есік алдында кезекші тұрды. Бұл тергеу емес, тек мән жайды анықтау еді. Ол Сейіттің алдына есім жазылған парақты қойды. Хайнрих К. А. Мұна адам сізге таныс па? Сейіт параққа бір есімді оқуға кететін уақыттан сәл ұзағырақ қарады. Мұндай адамды танымаймын, деді ол. Басқармадағы байланыс офицері. Біздің тілде өте таза сөйлеген. Сіздердің ғимараттың техникалық қанатына келіп тұрған. Мен олардың есімдерін
Сұраған жоқпын. Сырт келбетін суреттеп беріңіз. Сейіт сәл үнсіз қалды. Орта бойлы, аққұба келген, жемішке жақтауы бар, көзілдірік тағатын. Жалғыз келетін беді? Жоқ, қасында үнемі екі адам болатын. Біреуі егде тартқан, үндемейтін, құрал саймандары бар адам. Екіншісі өте жас жігіт. Қолдарында не болушы еді? Жас жігіт бір шабадан ұстап жүретін, шағын ғана, кемірден жасалған, ілгектері бар. Бір рет анық көрдім. Басқа кезде де болған шығар. Мен үнемі жақын тұрмайтынмын. Соңғы рет қашан келді? Олар шегінер алдында. Шамамен 10 шақтығым бұрын шығар. Жер төлеге түсіп, көп тұрмай шығып кетті. Хайнрих бірінші болып шықты. Ертең техникалық қанатта жұмыс істейміз. Сені ол жаққа кіргізбейді деді. Мен жарайды дедім. Ол кетті, содан кейін оны көрген жоқпын. Не істеп жатқандарын неге сұрамадыңыз? Сейіт оған өте сабырлы, әрі шаршаңқы көзбен қарады. Бұл сұрақты іштей өзіне талай рет қойған. Әрі көптен бері жауабын тауып, сонымен өмір сүруге дағдыланған адамның жанар еді. Ол кезде маған аман қалу маңызды болатын. Олар бұйырды, мен кеттім. Сұраған жоқпын. Бұл қауіпсіз еді. Пәрімбек бас изеді де орнынан тұрды. Ғимараттан ескертусіз ешқайда шықпаңыз. Ол дәліз бойымен келе жатып, Сейіттің өтірік айтпағанын ойлады. Маған аман қалу маңыз деді. Бұл ақталу да, ағынан жарылу да емес. Бұл ешқандай идеологиясыз, жай ғана қорқаулықтың көрінісі еді. Үнсіз ғана күннен күнге жалғаса беретін. Артық сұрақ қоймаумен көрмеген су арқылы жасалатын ұсақ сатқындық. Пәрімбек кабинетіне оралды. Үстел үстіне қолда бардың бәрін жайып тастады. Жаудың сымы, өте ұқыпты тартылған біздің сызбаларда жоқ. Қалқадағы саңылау, шегінер алдында бітеліп тасталған. Бос бөлмедегі тұғырмен жолынып алынған құрылғының ізі. Есікті ашып беріп, үндемей жүрген Сейіт. Біздің тілде сөйлейтін байланыс офицері Хайнрих. Оның ғимараттағы бағыттары. Шегінерге бірнеше күн қалғандағы кемір шабадан. Жасырын тыңдау нәтижесінде жазылған екі совет офицерінің дауыс белгілері бар парақтар. Тергеу кезіндегі жау сарбазының Сұңқаров пен Есімовтың есімдерін естігендегі реакциясы. Барлығы бір жиегі келе бастады. Сейіт есіктерді ашып берді. Хайнрих мамандармен келіп құрылғы орнатты. Сым, қалқа, тұғыр, темір шабадандағы құрылғы. Желі жертөледегі бос бөлмеден шығып, қабырға арқылы Есімовтың кабинетіндегі телефон торабына тартылған. Хайнрих барлық келіссөздерді тыңдап отырған. Бұл жедел мәліметтерді білу үшін емес, тек дауыстарды жазып алу үшін жасалған. Сөйлеу мәнерінің белгілері жазылған карточкалар толтырған. Кідірістерді, сөйлеу қарқынын, жиі қолданылатын сөздерді қағазға түсірген. Сосын бұл мәліметтер майдан шебінің арғы жағына жөнелтілген. Ол жақта адамдарды арнайы оқытқан. Вайсты да сонда дайындаған. Вайс жай ғана қолға түсе салған кездейсоқ тұтқын емес еді. Ол резидент те емес. Ол тізбектің ең соңғы буыны болатын. Оның алдына қойылған нақты мақсат бар еді. Дауыстың дұрысталғанын растау. Сұңқаровтың немесе Есімовтың атынан сөйлейтін адамның дауысы қаншалықты ұқсас екеніне көз жеткізу. Дыбыстық тексеруші. Жеткілікті деңгейде тыңдап барып, «Иә, бұл дәл сол» деп кесіп айтатын адам. Пәрімбек орнынан тұрды. Терезе алдына барды. Сыртта сіркіреп жаңбыр жауып тұр еді. Егер Вайс осылай оқытылғандардың біреуі ғана болса, демек басқалар да бар. Дәл сол карточкалармен, дәл осындай дайындықтан өткен адамдар бар деген сөз. Егер дауыс сипаттамалары
майданның арғы бетіне бірнеше ай бұрын кеткен болса, жаудың қолында жеткілікті уақыт болды. Тек тексерушіні ғана емес, қажетті сөйлеу мәнерін айна қатесіз қайталай алатын адамды дайындап шығуға уақыттар жетті. Пәрімбек мұндай жалған бұйрықтың ұзақ сонар болуы шарт емес екенін түсінді. Телефон арқылы 30 секундтық бір ғана сөйлем жеткіліктеді. Қажетті сөйлеу қарқыны. Әскери бөлімнің нөмірінің алдындағы дәл сондай кідіріс. Сонда телефон тұтқасының арғы жағындағы адам ешқандай күдіксіз бұйрықты орындай береді. Өйткені дауыс дәл сол. Өйткені Сұңқаров үнемі дәл осылай сөйлейтін. Мұндай бұйрық көлік тізбегін орман ішінде тоқтатып қоюы мүмкін. Артиллерияны жаудың соққысын апарып соғуы мүмкін. Байланысшыны торулыға түсіруі мүмкін. Бір ғана қоңырау, ал оның зардабын қайтару мүмкін емес. Пәрімбек үстелге қайта оралды. Дәптеріне жазып қойды. Вайс дауысты растаушы. Дауыс олардың қолында. Жау енді құрғақ есімдерді ғана емес, бұйрықтың қалай естілетінін де жатқаша білетін болды. Ендігі қалғаны, бұл бұйрықтың қашан берілетінін түсіну. Ол Сұңқаровқа бірден барған жоқ. Алдымен оған нақты не айту керектігін саралап алу қажет еді. Барлығын айтудың қажеті шамалы. Тек ең керектісін ғана. Тым аз айтсаң, кейісті шешім қабылданбай қалады. Тым көп айтсаң, жалған бұйрықтан да бетер абыржу басталады. Адамдар дүрбеленге түседі. Ал бұл әлі көрінбеген жауды үркітіп жіберуі мүмкін. Пәрімбек таңертеңнен түске дейін үстел басында отырып, ең басты 3 мәселені тұжырымдап шықты. Біріншісі, ғимаратта жасырын тыңдау желісі бар. Хайнрих, Сұңқаров пен Есімовтің сөйлеу мәнері. Материал майданның арғы бетіне кеткен. Екіншісі, Вайс дауысты растаушы болуы мүмкін. Әрі жалғыз ол ғана емес. Жау жалған дауыстық бұйрық арқылы операция дайындап жатыр. Үшіншісі, шұғыл шара. Телефон арқылы сөйлесуге шектеу қою. Төменгі байланыс тораптарын ескерту. Кез келген дауыстық бұйрыққа құпия сөз арқылы растау жүйесін енгізу. Бұл 3 тармақтың әрқайсысы түрлі мәселені шешетін еді. Біріншісі, қауіптің ауқымын түсіндірді. Екіншісі, қатердің мәнін ашты. Үшіншісі, каналды бұғаттады. Егер жалған бұйрық беруге толық дайын тұрса да, құпия сөз оны түкке алғысыз ететін. Растау болмаса, дауыс қанша жерден айнымай тұрса да, артиллерияны орнынан қозғалта алмайды, немесе керуенді басқа жаққа бұра алмайды. Ол терезеге жақындады. Аулада 2 жауынгер құжат толы жәшіктерді түсіріп жатыр. Ешбір асығыссыз, өте сабырлы. Өздері күн сайын кіріп шығып жүрген ғимаратта айлар бойы басшының әрбір сөзі тыңдалғанын білмейтін жандар. Пәрімбек оларда қарап тұрып, терең ойға батты. Кез келген жүйенің ең осал тұсы дағды. Дауысқа сену дағдысы. Таныс болып көрінген дүниені тексермеу әдеті. Пәрімбек түскі 1:30-да Сұңқаровқа кірді. Сұңқаров оның сөзін бөлместен соңына дейін тыңдады. Бұл оның өзіндік стилі еді. Сыпайылық танытқандықтан емес, бұл жылдам ойлайтын және сөзін аяқтамайынша үм қатпайтын адамның кідірісі болатын. Пәрімбек сөйлеу мәнері жазылған карточкаларға келгенде, Сұңқаров парақты алып, өзі оқып шықты. Ұзақ қарады. Сосын ақырын ғана әскери бөлім нөмірінің алдындағы кідіріс деді. Бұл сұраулы үн емес еді. Бұл нақты ақиқатты мойындау болатын. Ол парақты орнына қойды. Үнсіз қалды. Пәрімбек оны асықтырмады. Мән жайды жақсы түсініп тұрды. Бұл адам жаңа ғана өз даусын бөтен біреудің қағазға қалай түсіргенін көрді. Өз үшін жай ғана жұмыс барысындағы кідіріс болып көрінген әдеттері. Өзі байқамастан бұрын бойына сіңіп, өзінің бір бөлшегіне айналып кеткен дағдылары. Әлдекім жертөленің қараңғы бөлмесінде отырып, сым арқылы тыңдап, бәрін жазып алған.
Есімов, мұны біле ме деп сұрады Сұңқаров. Жоқ, алдымен сізге келдім. Дұрыс істегенсің. Әрпінің астындағы Есімов екеніне сенімдісің бе? Сипаттама бойынша дәл өзі. Байланыс нашар болғанда қабылданды деп 2 рет қайталайтыны. Бұл кездейсоқтық емес. Демек, екеумізді де үзбей тыңдап отырған. Қанша уақыт? Хайнрих қалада 2 жылға жуық жұмыс істеді. Сымның жағдайына қарасақ, құрылғы кемінде 1 жыл тұрған. Сұңқаров парақты папкаға салып қойды. Шешімді өте жылдам қабылдады. Есімовке өзім айтам. Сейіт орнында қалсын. Ешқандай ашық әрекет жасалмасын. Вайстан қайта жауап ал. Құпия сөз, жазбаша растау. Бүгін кештен бастап төменгі байланыс тораптарына қатаң ескерту берілсін. Пәрімбек кабинеттен шықты. Ол дәліз бойымен келе жатып, мұндай тергеудің кәдімгі диверсантты іздеуге мүлдем ұқсамайтынын ойлады. Онда бәрі айқын көрінеді. Адам не ол жерде болған, не болмаған. Бұл жерде мүлдем басқаша. Іздің орнына дыбыстар, айғақтың орнына кідірістер. Дауыс қару ретінде. Үнсіз майдан. Телефон сымдарының ішінде. Жертөленің қараңғылығында. Кемір ілгегі бар былғары шабаданда. Түстен кейін Вайстан қайта жауап алынды. Пәрімбек оған қарап тұрып ойға шомды. Осыдан бірнеше апта бұрын ол кек реакцияны ғана көрген еді. Есімдерді естігенде селт еткені. Жанарын төмен салғаны. Енді ол оның қызметін көрді. Оның алдында құпиясы бар жау емес, нақты тапсырмасы бар кәсіби маман отырды. Тек өз жұмысына қажеттісін ғана білетін. Одан артық бір ауыз сөз айтпайтын адам. Сіз дауысты растаушы болдыңыз, деді Пәрімбек. Вайс үстелге қадала қарап отырды. Сізді сипаттамалар арқылы, сөйлеу мәнері бойынша оқытты. Содан кейін үлгісін беріп, сіз растап отырдыңыз. Айталық солай-ақ болсын, деді ақыры Вайс. Сызбаның бір бөлігі әшкере болған, және үнсіз қалудың зардабы сөйлегеннен де ауыр болатынын түсінген адамның сақтығымен. Қанша тексеруші дайындықтан өтті. Мені қосқанда 2. Екіншісі қайда? Қайда екенін білмеймін. Біз бірге жұмыс істеген жоқпыз. Мен оның бар екенін ғана білдім. Егер біреуіміз байланысқа шыға алмай қалсақ деп дайындаған. Мерзімі? Осы айдың соңына дейін. Байланысқа шығатын нүкте қай жерде? Вайс мекенді атады. Майдан шебінен 7 шақырым жердегі отар. Пәрімбек көз алдына барлық тізбекті елестетті. Қараңғы отардағы рация ұстаған адам қысқа ғана сөйлемді күтіп отыр. «Я» деп жауап қатады да, бірнеше сағаттан кейін телефон арқылы Сұңғаровтығынан аумайтын дауыс бұйрық береді. Қажетті сөйлеу қарқыны. Қажетті кідіріс. Қысқа бұйрық. Көлік тізбегі басқа бағытқа бұрылады. Артиллерия өз позициясын ашады. Бір ғана қоңырау. 30 секунд. Ал зардабын түзету мүмкін емес. Сіздің растауыңыздан кейін не болуы керек еді? Бұйрық қайда кетті? Мен оны білмеймін. Сол тынақ отар бақылауға алынды. Келесі күні таңертең Пәрімбекті әдеттегіден ерте оятты. Отардан хабарлама келген. Түнде бекет рацияның қысқа ғана байланысқа шыққанын тіркепті. 1 минутқа да жетпейтін уақыт. Сигнал жау шебіне қарай бағытталған. Адам табылмады. Қызыл әскер тобы жеткенше ол кетіп үлгеріпті. Керезе алдында жаншылған шөп. Орманға қарай бағытталған етіктің ізі. Екінші тексеруші осында болған. Байланысқа шыққан. Және ізін суытқан. Оны қолға түсіріп үлгермеді. Бірақ оның сигналы бұл операцияны құтқара алмайтын еді. 1 тәулікке жетпейтін уақыт күтуге тура келді. 3-ші дивизионның байланыс торабына дауыстық бұйрық түсті. Қысқа ғана. Көлік тізбегінің бағытын өзгерту туралы. Дауыс айнымайды. Бір қалыпты.
Артық сөз жоқ. Әскери бөлімнің алдындағы кідіріс. Дәл болуы тиіс жерде жасалған. Кезекші байланысшы тыңдап алды. Содан кейін кешеден бері бұйырылған нәрсені істеді. Растау сөзін атаңыз. Арғы жақта үнсіздік. 1 секунд. 2. Бұйрықты қайталаймын, деді дауыс. Өте сенімді. Бәрі дерлік мінсіз еді. Растау сөзі керек деп қайталады байланысшы. Желі үнсіз қалды. Шерткен дыбыс естілді. Байланыс үзілді. Көлік тізбегі бағытын өзгертпеді. Артиллерия позициясында қалды. Ешкім ешқайда қозғалған жоқ. Хабарлама Пәрімбекке 20 минуттан соң жетті. Ол үстел алдында тұрып, қағазды қолында ұстап тұрды. Телефон арқылы 30 секунд. Дауыс айнымайды. Кідіріс өз орнында. Сөйлеу мәнері өте нанымды. Соған қарамастан ештеңе болмады. Өйткені бір ғана кезекші байланысшы өзіне ескертілген нәрсені бұлжытпай орындады. Кейде тергеу ісі осылай аяқталады. Тұтқындаумен емес, бір ғана қысқа сұрақпен. Дауысты білді. Мәнерді білді. Кідірістерді білді. Бірақ растау сөзін білген жоқ. Сейітті сол күні ресми түрде ұстады. Күзетсіз, ешқандай айқай-шусыз. Келді, қағазды көрсетті. Бірге жүруін сұрады. Ол таңғалған жоқ. Таңғалса да сыр бермеді. Вайсты құнды фигурант ретінде тіркеді. Тексерушілерді дайындау әдістері, дауыс карточкаларын жіберу тәртібі мен тізбектің құрылымы туралы түсініктемелер берді. Хайнрихтің материалдары, сөйлеу белгілері жазылған парақтар, басқарма мұрағатындағы карточка, Қасымовтың сызбасы, сым, тұғыр мен саңылаудың суреті іске жеке пакет болып тіркелді. Сұңқаров пен Есімов бұйрықты растаудың жаңа тәртібіне көшті. Ыңғайсыз болса да, енді бұл міндеттеді. Бір аптадан соң басқа 2 бас ордадан сұраныс келді. Олардың ғимараттарында жаудың техникалық қызметтері болған бекен. Пәрімбек бір парақтан тұратын ұсыныс жазып жіберді. Қай жерді қарау керек, нені іздеу керек? Біздің сызбаларда жоқ сымдар. Пеші жоқ бөлмелердегі мұржа жолдары. Бос бөлмелердегі тұғырлар. Басқа сылақпен бітелген саңылаулар. Бұл ғимараттардың кейбірін тексеріпте үлгірген еді. Екеуінен сымдар табылды. Ол парақты жіберді де қойын дәттерін ашты. Бұл іс бойынша соңғы рет жазба түсірмек. Құжаттарды ауыстыруға болады. Құпия сөздерді жаңартуға болады. Мөрді де ауыстырасын. Мұның бәрі қағаз ғана. Ал адам өз даусын үнемі өзімен бірге алып жүреді. Оның кідірістері, оның қарқыны, оның сөздері. Бұл шифрда, қолтаңбада емес. Бұл оның өзі. Сондықтан да дауыс өте қолайлы қару болып шықты. Және дәл осы себепті үнемі жұмыс істейтін, ыңғайсыз болса да, тірі жүйе қажет. Өйткені басқа бір қалада, басқа есімдермен жүрген тағы бір Хайнрих бар екені анық. Пәрімбек дәптерін жапты. Содан бері жаңа ғимаратқа кіргенде, ол бірінші кезекте адамдарды емес, қабырғаларды тыңдайтын болды. Эпилог. Келесі қалада алдыңғысына ұқсас еді. Басқа атау, басқа көше, басқа ғимарат. Бірақ басқыншылықтың логикасы сол күйінде. Басқарма орталықта, техникалық қызметтер жертөледе. Әкімшілік бөлмелер 2-ші қабатта. Пәрімбек ішке кіріп, жан-жағына көз салды. Сол істен кейін қалыптасқан дағды, тыныс алу сияқты өздігінен жұмыс істейтін. Қабырғалар, пеш жолдары, телефон желілері, жабық техникалық бөлмелер. 1-ші қабаттағы қоймадан ол тұғыр тапты. Жерден 1,5 метр биіктікте қабырғаға бұрап бекітілген кемір. Пәрімбек тоқтай қалды. Бекітпеге көз салды. 2 бұрандамен ұқыпты бекітілген. Жанындағы қабырғаны саусағымен сипап өтті. Сылақтың да, саңылаудың да ізі жоқ. Тартып көрді. Мызғымай тұр. Илгіш.
Соғысқа дейін біреу қағып қойып, алуды ұмытып кеткен кәдімгі ілгіш. Пәрімбек бір секундтай қарап тұрды да, бәрібір оны бұрап алып, шетке алып тастады. Ол кейде Хайнрих туралы ойлайтын. Жек көрушіліксіз, кәсіби құрметпен, мойындау қаншалықты ауыр болса да. Бұл адам күрделі жұмысты өте ұқыпты атқарған еді. Құрылғыны орнатты, материалды жинады. Оны ең соңына дейін ешкім байқамайтындай етіп жөнелтті. Қабырға ішіндегі сым табылмағанда, Сейіт қолға түспегенде, бөтерден дауысқа селт еткен Вайстың саусақтары сыр бермегенде, бұл зұлымдық жүйесі тағы неше айлар бойы жалғасар ма еді? Хайнрих бұл қалаға байланыс офицері болып кіріп, артынан ешбір із қалдырмай жоғалып кетті. Оны іздеп 2 рет сұрау салынды. Екеуінен де ешқандай қайыр болмады. Пәрімбек кейде осыған дейін мұндай қаншама шаһар болғанын, бұдан кейін де тағы қаншасы күтіп тұрғанын ойлап мұңаятын. Жарылғыш затты іздеуші, жауынгер қауіпсіз екеніне көзі жетіп тұрса да, кез келген сымды міндетті түрде тексеріп өтеді. Пәрімбекте енді сырттай мінсіз көрінген ғимараттың қабырғаларын тінтіп шығатынды шығарды. Кейбір сұмдық шындықтар адамның ішкі дүниесін үнсіз, ешқандай ескертусіз-ақ өзгертіп жібереді. Бір күні ғана бұрынғы дағдыңнан айырылып, мүлдем басқа әрекетке көшкеніңді өзіңде байқамай қаласың. Ол 2-ші қабатқа көтерілді. Бұл ғимарат қауіпсіз болатын. Үстел басына жайғасып, жаңа іс қағазын ашты. Бірақ оны оқуға кіріспес бұрын, кезекшіге қысқа ғана бұйрық берді. Күн батқанша телефон желілерінің барлығын тексеріп шығуды тапсырды. Техникалық бөлмелерді де назардан тыс қалдырмауды қатаң ескертті. Кезекші не үшін деп артық сұрақ қойған жоқ. Ендігі жерде мұндай сұрақ қойылмайтын еді. Бұл да болмысы өзгерген жаңа тәртіптің бір бөлшегі болатын. Тек Пәрімбек қана емес, бүтіндей басқару жүйесі басқарына қабырылды. Құпия сөзбен растау, жазбаша көшірмесін жасау, желілерді үзбей тексеру сияқты бұрын артық көрінген ұсақ-түйек қадамдар ендігі жерде бұлжымас қағидаға айналды. Мұны әлдекім жоғардан үрейленіп бұйырғандықтан емес, бір шаһардағы бір қараңғы жертөленің ашқан сырынан кейін енгізген еді. Таныс дауысқа соқыр сенім артудың құны тым ауырға түсетінін бәрі түсінді. Бұл мінберден жар салмайтын, қағазға жазылып марапатталмайтын үнсіз жеңіс болатын. Жай ғана келесі ордадағы және одан кейінгі мекендердегі орнаған жаңа қатаң тәртіп. Құжаттарды алмастыруға, құпия сөздерді жаңартуға, мөрді өзгертуге әбден болады. Ал адам даусын қолдан жасау ұзақ уақыт бойы мүмкін емес дүние деп саналып келгенді. Ол тым жеке, тым шынайы құбылыс қой. Адамның даусы тек өзіне ғана тиесілі ең қастерлі дүние еді. Міне, енді сол дауыстың өзі үнсіз қанды майдан даласына айналды. Бұл істің нүктесі қойылды. Бірақ мұрағатта ашылмаған құпиялар әлі де жетерлік. Әскери қарсы барлаудың жасырын тарихын білгіңіз келсе, арнаға жазылыңыз. Ал сіз бұл оқиғаны қай өңірден тыңдап отырсыз? Пікірге жазып қалдырыңыз.